Күз мезгілін қазақ құс келіп, құс қайтатын уақыт дейді. Осы уақытта сырқаты қозып, дерті асқан адамдар жайлы жын қаққан, ішіне жын кіргенде жұтамыз. Ақыл есі дұрыс адамның санаға сыймас қылықтар жасап, әрпіл-тәрпіл сөйлейтін көрсекті, мынау жынды екен ғой дей саламыз. Жын перінің бар жоғына жалпы түрлі пікірлер бар, бірақ соңғы кезде әлеуметтік желіде адам бойынан жынды шығарып, олармен тілдесіп жатқан видеолар қаптап кетті. Ол жын ба, жалпы мұның бәрі шын ба деген сауал көптің көкейінде әлі жүр. Жын кіру мен жынданудың арасын не байланыстырады? Жындар деген не өзі? Бүгін біраз ақпарат айтылады, біз бастаймыз. Студия қонақтармен таныс болыңыздар. Якия Қажы Исмаилов имам. Айнұр Әбдірәсілқызы, парапсихологтар мен психологтардың республикалық қауымдастығының президенті, дінтанушы ғалым. Жандәулет Сүлейменов, теолог. Анар Тастенбекова, психотерапевт, психикалық денсаулық проблемалары медициналық орталығының бөлім меңгерушісі. Умар Балтабеков, көріпкел. Және Құрманғазы Рахметов осында, бұл кісі сүт сай шебері. Қош келдіңіздер. Және Мадина Пернебай, Астана қаласының тұрғыны. Жын деген не өзі? Олар шынымен бар ма, жоқ па? Соны сіздеміз. Әрине, бұл өте күрделі бүгінгі тақырып. Алла Тааланың 18 000 жаратылысы бар дейміз ғой. Соның ішінде адам сияқты жын әлемі де бар. Жындар да өмір сүреді. Жындар да мұсылман бар, кәпір бар, мұнафық бар. Жындар да есеп береді, жауапқа тартылады қиямат қайымда. Сондықтан енді жын әлемі бар. Ал енді ол да оны баяғы ата-бабамыздың өзі тазалыққа мән берген. Misal, eski zamandan başlap, kir jug'ish suvni har yerga to'g'ib bermagan. Bir tesiklar bo'lsa, misal, qumursqa birni sol yerlarga borib daret sindiruga ruxsat bermagan. Yana musor, qo'qis yotgan yerlarga turuga ruxsat bermagan. Misal, kul yotgan yerga turmangiz degan. Ol yerda jin shaytonlar жүрediler. Jin shayton degan adamdan mıқты mı, elsiz mi? Şimdi eline alışız. Sebebi Allah Teala Kur'an'da en kasiyetli kılıp ben adamda yarattım deydi. O an nege? O an akıl verdim, sizin verdim canım. En kasiyetli bu adam. Akıllı köp bu o da? Adamdan? Arine inşallah. Akıllı köp ya adamdan. Eğer akıllı köp olsa diyeyim de, ne yap? Ana, kül tөгілген жерде, kir жуылған жерде, solar жүреді. Mınday ömürler nege misala? Şimdi onlar da Allah Teala sunday jaratkandan keyin özünün mekeni, mekenin olsa deydi. Sonduktan bol yerde endi birinci bizden aytarımız misal jin alemi var, ul adamlarga ziyanı boladı, ul adamlarga kiredi, ular da çıgaradı. Sonra bol endi bugünkü gün jana köp olsa arine takribga aynalıp köp adamlar endi şın ötürükü var, ul adamlar kospalap yep çıgaradı. Bu mesela şimdi Allah saktasın, körüngenge jin kire verse niye boladı o zaman? Onda iyimiş. Şimdi körüngenge yok ol. Arnavlı bir indi onam aytık koyayım. Misal jin bir kuangan, katты kuangan kezde kiredi. Katты kayırgan kezde kiredi. Misal bizning dinimiz жалғыз жатуға ruhsat vermeydi. Жалғыз yolga çıgarga ruhsat vermeydi. Misal жалғыз bir 3-4 komnataga bir özünüz jatsangiz. Sol bir şetten bir dibis çıksa, bir ne çıksa, sonun özü belgileri. Sonra yolga çıkkanda bizden dinimiz жалғыз çıkma deydi misal. Sonra indi tünde жалғыз yürüme deydi misal. Sonun barlığından saktanıp, sonra indi en birinci korganatın her bir taң erten okuytun, tünde okuytun, özünün arnavlı dualar var. Solarda okup, korganıp жүрсе, elbette onlar hiç kандай ziyanı etmeydi. Айнұрхам, сізде солай ойлайсыз ба? Әрине солай ойлаймыз, өйткені шариғатта осылай айтылған. Енді шариғаттан өзге нәрсені алып қоспаймыз, және бір ерекшелігі, ол тек қана соқыр сеніммен бойысыну емес, бұл әбден дәлелденген дүние. Біз мойындасақ та, мойындамасақ та, кейбіреулер сенсе де сенбесе де, олар бізбен қатар параллель өмір сүріп жатыр, әсері болып қалады. Бірақ айтылған шарттарды сақтаса, нақты шарттар, ол ондай жағдайда ешқандай әсер болмайды. Ең алдымен олардың өздерінің нақты белгіленіп берілген жерлері бар. Мысалы, мұсылман жындар, олар жазық жерлерде, биік жерлерде, ашық жарық жерлерде өмір сүреді. Кәпір жындарға берілгені қуыстар, шатқалдар
жолдар, лас жерлер, күл қоқыс тағы басқа нәрселер. Моншада солардың мекені, әжетхана солардың мекені, арық, ағаштың түбі деген сияқты. Сондықтан қазақ айтады, күл қоқысты баспа дейді, арықта отырма, ағаштың түбінде отырма деген сияқты. Моншада ұзақ отырма, жалғыз барма моншаға дейді, дәретханада ұзақ отырма деп айтады. Осы секілді қарапайым ғана сақтану шаралары бұлар. Одан басқа олар ертелі кеш адамдарға зиян етумен шұғылданып жүрмейді ғой. Олардың да жалпы жындар адам баласына не берілсе, жын баласына да сол берілген, сол бұйырылған. Ең бастысы, адам баласына иман бұйырылса, адам баласына 5 уақыт намаз бұйырылса, құлшылық бұйырылса, өмір тіршілік кәсібін жасау бұйырылса, жындарға да сол бұйырылған. Олардың да өздерінің ұлты бар, діні бар, мемлекеті бар, қызметі, іс-әрекеті бар. Ертелі кеш адамдаңды отырған жоқ олар. Және олардың нақты шариғатқа бағынғандарының нақты тұратын, жүретін кезі бар, демалатын кезі бар. Олар әдетте күндіз демалады, кешкі апақ-сапақта олар тұрады. Рахмет. Менде дәл осы сіздің әңгімеңізге дейін ешқашан ойыма келмеген. Ағаштың түбінде, яғни солардың орны. Ол қоқыс ластау болады деген, ағаштың түбіне қоқыстар жиналып қалады ғой. Негізі адам баласы арнайы барып баспаса, ағаштың түбіне отыра алмайды, істемейді. Әсіресе жаңғақ ағаш, сондай бір ерекше ағаш. Ана алма ше, әлемді өзгерткен. Онда тұрған не бар? Оның бұл жерге мүлде қатысы жоқ қой. Отырды ғой мысалға. Оның бұл жерге мүлде қатысы жоқ. Ағаштың түбі деген, дұрыстап түсіну керек. Ағаштың көлеңкесі деген басқа. Ағаштың түбі деген тура ана тамырының, діңінің жатқан жері. Сол жерде айтады. Тура сол жерде үнемі қоқыс жиналады. Білетін адам болса, тіпті қазғанда да жасап қояды. Ағаштың түбіне отырған. Ол екеуінің мүлде қатысы жоқ. Бұлай бұрмалаудың қажеті жоқ. Мұсылман бұл ағаштың көлеңкесі деген басқа нәрсе. Ағаштың көлеңкесі оның жалпы саясы. Оған мұсылман да басқа да бәрі барады. Ағаштың түбі деген нәрсені түсініңіз. Түбі деген нақ жаңағы діңінің тұрған жері. Ол жерге өте көп жағдайда қоқыстар, ластықтар жиналады. Сондықтан сол мәселеден сақтандырып айтып отыр. Негізінен адам өзі ол жерге сыймайды да, бірақ жас балалар көп басып қалуы мүмкін да. Сондықтан сақтандырғаны. Негізінде осы жындардың өзінің бір миссиясы бар ма? Және де олар әйел, ер болып жынысқа бөліне ме? Бәліне, олар да еркек, әйел болады. Қандай адамдарға сонда? Misal жай бір тесік тұр. Құмырсқаның бір сол жерге барып сиясыз, ал жерде жындар дем алып жатыр. Әрине сізге ашуланады, ренжиді. Немесе сол қоқыстың қасынан барып тұрасыз сол жерде. Жайдан жай, ол дұрыс емес мысалы, білесіз. Бірақ сол жерде тұрады. Ақыр соған бір зиян болады. Жаңа қандай жағдайда адамға әсер етіп қалады деген нәрсе бар ғой. Біздің мысалымызда өте көп кездесті. Кешкі апақ-сапақта қоқыстың жанынан өтіп бара жатқанда, немесе байқамай қоқысты басып кеткен кезден бастап, аяғы кілт ете қалып, аяғы ауырғаны. Адамдар өте көп кездесті. Одан соң жаңағы қоқыстың жанынан өтіп бара жатқанда кешкі апақ-сапақта. Бұл апақ-сапақ уақыт жындардың тұрып қозғалатын, жүретін кезеңі. Жарты сағаттың ішінде жер бетіне тарап болады делінеді. Пайғамбарымыздың өзінің хадисінде солай айтылған. Күн батардан шамамен жарты сағат бұрын дейді ғұламалар, жындардың қозғалатын кезі дейді. Сол кезде сендер оны көрсеңдер ғой дейді пайғамбарымыз, сендердің түптеген түкіріктерің жерге түспеседі дейді. Өйткені олар өте көп делінеді. Сонда байқамай адам біреуін басып кетер, біреуінің баласын басып кетер, біреуінің жағы ас суын басып кетерінде жынның жағы қоқыстар ол жындардың мекені. Соның жанынан өтіп бара жатқанда осы өткен жылғы үш адам аяғы аурумен келген, үшеуінде де тура осындай жағдай болды. Біреу қоқысты басып кеткен, сол сәтте аяғы кілт ете қалған, кешкі апақ-сапақта. Біреу қоқыстың жанынан өтіп бара жатқанда мыс қималағандай болған, жалт қараған, ешнәрсе көрмеген, бірақ бір жүрегінде қорқыныш діріл пайда болған, содан кейін ауру басталған. Үшіншісі де тура солай. Қоқыстың жанынан өтіп бара жатқан стыр-стыр екен дыбысты естігенде қорқып қашқан, осындай жағдайлар болады. Енді бұл енді тікелей адам әсері барып қалған жағдайда, кей жағдайда ұзақ уақыт иесіз жатқан жерлерде, үйлерде де жындар мекендейді. Сондай жағдайда көшіп барған немесе уақытша барған адамдарға да ықпалы болып қалуы мүмкін. Бірақ егер адамның дәреті толық, намазы толық болса, олар адамға әсер ете алмайды негізінен. Өзі жыннан қорғану жолдары немесе мұсылмандық минимум деп айтамыз. Кәдімгі өмірді бисмиллаға толтырған адам, таза жүріп, таза тұрған адам, ниеті дұрыс, тақуалық бар адамға жындар жоламақ түгіл, олардың энергиясының өзінен қашады. Ал енді адам өзі лас нәрселерге кішкене бейім болса, оның үстіне анау-мынау құмарлық ойындарға, араққа тағы басқа салынып жүрген болса, бұндай адамдарды, бұндай адамдарды жын ойнап айналдырады. Оп-оңай. Сосын бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Жын десе бұл кіріп кету деген нәрсе жоқ. Жынның кіруі деген бөлек нәрсе. Жынның жанасуы деген бөлік нәрсе, және жынның ектеуі деген бөлік нәрсе. Үшеу үш түрлі құбылыс. Егер соңына қарай қайдан байқалады? Жынның жанасуы деген. Ол енді бар энергия ғой, қалай болғанда да олай өтеді, бұлай өтеді. Жаңағы секілді бір ластау жерлерде адам ұзақ тұрып қалса, бейдәрет, бейнамаз қалай бейғам жүріп қалса, лас жерлерді көбірек басып қалса, жындардың жанасуы сол кезде болады. Жаңағы екі аяғы ауыр бұл жанасудан. Бұл соның қасында үнемі жүрген нәрсе емес. Бір ғана ықпал шарпу деп те айтады, оны жанасу деп те айтады. Ал енді екінші нәрсе бар, ектеу. Жалпы ек дегеннің өзі көне түркіде, біздің көне
және қазақшамызда жын деген ұғымды білдіреді. Жын сөзі арабша болса, пері сөзі соның парысша баламасы болса, ек сөзі сол жын деген сөздің біздің түпкі тіліміздегі баламасы. Сондықтан ектеу дегеннің өзі жынның айналдыру дегенді білдіреді. Жай ғана жанасу ол бір сәттік құбылыстарды, андасында кейде қайталануы мүмкін, кейде бір-ақ реттен кейін қайталанбауы мүмкін. Ал енді ектеу деген бұл әжептәуір деңгейде адамға әсер ете бастау деген сөз. Бұл көбіне көп тұрақты түрде нашар жерлерде тұратын, жындар бұрыннан мекендеп қалған жерде тұратын, немесе тұрақты түрде ішетін, арақ ішетін, тұрақты түрде құмар ойындарына тағы басқа нәрсеге баратын лас істермен айналысатын адамдарды белгілі дәрежеде жын ектей алады. Ектей алуы ол енді ұзағырақ құбылыс, ол адамдар көбірек психикалық бұзылулар пайда болады, көбірек өзіне тән ерекшеліктер. Бұның өте ұзақ ерекшеліктері бар да, оны біздің өзіміздің курста толық оқылады. Ал енді жынның кіруі деген ол басқа нәрсе. Ол шынымен-ақ адамның ішіне жынның кіруі. Ол кезде оның белгілері мүлде басқа. Ол кезде ол адам кәдімгі жын кірген адам, жынданған адам қандай болады? Оның ішінен жын сөйледі, оның ішінен жын қысады, ішінен ішкі ағзаларына әсер етеді. Ол кәдімгідей сондай ауыр қысым жағдайларда не істемей қойған білмейтін жағдайларға жетеді. Бірақ тағы да бір нәрсені айта кеткім келеді. Бізде өте көп жағдайда әсіресе жын шығаратын адамдардың ішінде білімі жетпейді. Жаңағы ағамыз өте жақсы айтып кетті. Яхия ағамыз біліп білместен ананы да жын, мынаны да жын дей беретін жаман әдет бар қазір. Ал бірақ жынға тәуелсіз табиғи органикалық түрде пайда болатын шизофрения аурулары бар. Ол психикалық негізде пайда болады. Табиғи түрде пайда болатын эпилепсиялық аурулар бар. Ол неврологиялық негізде пайда болады. ОКР аурулары мысалға неврологиялық негізде туындайтын. Осыларды білмегендіктен жын шығаратын адамдар симптомдарды белгіледі, шатыстырады, бәрін жынға теледі, сөйтіп жыны жоқ психикалық немесе неврологиялық ауру бар адамды азаптап өте қиын жағдайға жеткізеді. Кеше ғана біздің алдымыздан бір адам емделіп кетті. Жасы 69-да 70-ге жетіп қалған апа, ешқандай да жыны ауруы жоқ, рухани дерті жоқ, ана азды көпті дуасы бар, тіл көз бар, рас. Ал енді ол кісі өзіне болып жатқан құбылыстарды не екенін түсінбеген жын шығаратын адамдарға барған. Ол жай ғана аяқ қолдың шаншу, қуалап шаншу деген нәрсе болады ғой. Қуалап шаншу. Ол ангионевроз жағдайында да болады. Ол стресстен кейінгі неврология стресстен кейін де болады. Ауыр витамин жетіспеушілік жағдайында да болады, варикоздың жағдайында да болады, асқыну кезінде. Сондай нәрселерді ескермей, невропатологқа барудың орнына жын шығаратын адамға барған. Ол екеуі екі жас жігіт болған, Алматы қаласындағы. Жай ғана жын шығаратын оқуын оқып келген болмаса, емшіліктен мүлде хабары жоқ, дәрігерліктен хабары жоқ. Ана апаға сіздің жыныңыз шығарамыз деп жанын шығарып, мынадай ұзынша таяғы бар дейді. Апа, соны мен аяқтан бастап езген кезде дейді, аяқты езген түк емес дейді. Жын мына жерде болады, жын мына жерде, екі бүйректі сыққанда өліп кете жаздадым дейді. Шыңғырып жатырым, тоқтатпайды дейді. Барлық жерде езгіліп келіп, мына екі неден қысқан кезде өте қатты қиналдым дейді. Сөйтіп ештеңе шыққан жоқ дейді, ешнәрсе болып жатқан жоқ, ешнәрсе сөйлеп те жатқан жоқ ішімнен дейді, олар айтатындай. Болмаған соң, ой апа, сізде жын емес екен, сізде тіл көз ба, бірдеңе қойдырамадық деп, бізге негізі бір жыл болып келу керек, бір жыл бойы келу керек, 5-6 ай келу керек деп шығарып салды дейді. Ал апаның содан бүйрегіне зақым келген. Міне сондықтан жалпы жынды емдеймін деген адам жаңағы айтқандай ең болмаса әліппесінен хабардар болу керек қой аурулардың. Мен 100% сізбен келісемін. Сондай ситуация менде де болды. Жас баланы осылай ем көрсетеміз деп апарат, қазат жерді, сол жерге отырғызады баланы, қамшымен сабалап жынды шығарамыз деп, одан ол бала қашып бізге келеді. Сіз дұрыс айтасыз, білу керек, иә. Біздің шизофрения деген бұзылыс, өзгеріс, ол да сондай ұқсас болады. Себебі мінез құлқы өзгереді, елестер болады, бредовая симптоматика дейміз ғой, сондай айту саңдырақтар болады. Сондықтан әрине көбінесе енді психиатр мамандыққа жолыққанша емшіге апарайық, имамға апарайық деп ол істейді, көбінесе істейді. Әрине сіз дұрыс айтасыз, емшінің де емшісі болады, иә, олар көріп тұрады, айтады, сіздер міне бірінші дәрігерге көріңіздер, ем алыңыздар, одан кейін мүмкін келесіздер. Кейбір мезгілдер болады, сіз ем алып жатса, жалғастыра беріңіз, дәрілеріңізді іше беріңіз, маманға көрініп, немесе бізге де келіп отырыңыз, ондай да жағдай болып жатады. Сіздің айтқаныңыз дұрыс емес, сондықтан соны ажырастыру, емшінің емшісі бар. Иә. Балтабеков бір бөлек. Омар Балтабеков отыр ортаға. Енді былай қарап отқанда сөздің шыны керек. Баяғыда ескіде аталарымыз айтатын еді. Жын деме, малғұн деп айтты да. Жын десең келе береді дейді да. Малғұн? Малғұн деп айтты да. Жын деме, атын атамайды да, малғұн деп келе береді дейді да. Сол себептен әзір осы сөздің шыны керек. Мен енді емшімін, қанша адам қабылдап жүрмін мысалда. Әзір намаз оқып, Құран оқып кеткендердің, дінді бас болып кеткендердің бәрін қарасам бар ғой, бір жындармен контракт жүзіп қойған сияқты болып кетеді, сөздің шыны керек бар ғой. Екінің біріне қарасаң, жын, анау психически, енді адамда депрессияда болады. Біреу ашуланады, біреу жынданады.
имамға или молдаға барып айтса, оған жын кірген дейді мысалда. Баяғыда мысалы аталарымыз айтатын еді, осы 96 жылға дейін жын қақты, жын ұрды деген әңгіме болады. Дұрыс, жаңа жиде теректің астында қолауға алмайды. Лас жерде мысалы айтып отырсаңыз, кір суы тамған анау, ол бұрыннан барсады, мұны лас жерді баспа дейді. Лас жерді бассаң, кесір байлайды, аяқ ауырды. Ол жерде ешқандай жын емес та. Әзір жынды да үйде жүретін болды, жынды бірге қосылып шай ішетін болды, жын организмінде жүретін болды. Мына 96 жылға дейін жын ұрды, жын қақты деген бар еді та. Жын ұрды деген әңгіме көрмеппін мен да мысалы. Мынау сіз енді білім алдыңыз, дұрыс па? Өте бұрыннан білімді адамсыз. Мынау Өзбекстанда шейх Мұхаммед Садық Мұхаммед Юсуф деген кісіні танисыз ғой? Ол кісі қалай білімді ба, білімді емес па? O бүкіл СССР дейді ғой. Жоқ, СССРдан шыққан мұштахид сол кісі. Ислам әлемінде сол кісі білімді бар адам. Ол кісі мысалы 52-ші жыл туылған, Өзбекстанда туылған, өте білімді адам. Сол кісі бір сөзінде айтты да, мен деді, өмір бойы 13 жасынан бастап намаз оқимын деді да, осы 96-шы жылға дейін деді, жын кірді деген затты естіпеппін деді. 96-шы жылдан кейін деді, осы жыңгірден деген әңгімелер шығып кетті дейді да. Осы сөздің, осы кісі білімсіз ба, білімді ма осы сөзді айтып отырған? Мен түсінбеймін да соны. 96-тан граница ашылған болып тұр. Осы нәрсені түсіндірсем бола ма? Осыған бір анықтама беріп жіберсек. Біріншіден ол кезеңде себеп болған жағдай бар. Ол кезеңде сәл симптомдар байқалды ма, бірден психиатриялық ауруханаға жіберетін, анау нәрсені көп терең айтуға рұқсат етпейтін. Жеңіл-желпі симптомдар болса емдеуге тырысатын, ал ауыр жағдай ма болды. Ештеңесіне қарамайды. Ол таза эпилепсия ма, шизофрения ма, жоқ әлде басқа ма, қарамайды. Оған қазір тағы да келемін, оған да келемін. Мен алдымен сыртқы себебін айтып жатырмын да, сыртқы мынау кеңестерден кейінгі кеңістікте көрініс. Екінші мәселе бар. Ұзақ ғасырлар бойы имам ағзам Абу Ханифаның кезеңінен бастап, 8-ші ғасырдан бастап, жынның кіруі мен кірмеуіне байланысты. Мен ана кісіге сұрақ беремін, сіз не жоқ, дұрыс қой, енді онда тұрған не бар? Мен ойымды айтуға болатын шығар ағай. Мұхаммед Садық кісінің айтқаны өтірік па, рас па? Енді мен жауап берсем бола ма? Басында соны жауап бердім ғой. Мен сол кісіге сұрақ қойып Мен басында жауап бердім ғой. Misal, ол Мұхаммед Садық, әрине ислам әлемінде орны бар мүштахид ғалымдардың бірі. Жақсы, орны белгілі. Ол кісінің сөзі, менің атам да молда болған өмір бақи, misal. Оның әкесі, менің әкем сол біздің үйге де сол дем салуға келетін сол вақтан, соғыстан кейін. Әрине, ол вақтар, misal, ол жын әлемі енді біреуде мені жын кірді. Бұл кісінің мен басында айтым, қазір мынау жын кірді, жын шақты, жын кірді. Көрінген адам келеді, сенде жын бар деп. Діни адам бұны айтпайды. Misal, мешеттің адамдары, мешеттің имамдары бұны көп айтпайды. Бұны айтатын енді кейінгі кез мына емшілер, мына көріп кел, misal, басқа сондай емдейтін кісілер, солар енді айтады. Ал мұсылман имамдары, мешеттің имамдары әсіресе бұндай сөзді қозғамайды. Себебі бұл ешкімге көзіне көрініп тұрған жоқ. Пәленше жыны бар я жоқ. Біз тек келгенде оны енді мешет болғандан кейін діни басқарма болған соң дем саламыз. Бұл шариғи жолдан рұқсат етілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның хадистерінде бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзіне көз тигенде құлап жатқанда Жабраил алейхиссалам келіп, сол руқия аяттарды оқып болғандан кейін дейді, анау байлаған ат қалай тұрады, орнан сондай тұрған. Ағасы, енді орнына келе жатыр, енді көрінген адамға жын кірді, шықты деп айтуға дұрыс емес. Сіз өзіңіз шығармайсыз ба жынды? Жоқ, енді айтам, бар, шығарамыз. Келсе, біз енді айтым ғой, бұл жерде біз біреуді ұстап алып, сенікі бар, кірді, шықты. Тек бізге келеді, біз енді мешет болғаннан міндетті түрде шамамыз келгенше оқимыз, дем саламыз, шығарып саламыз. Сөз бұзылып кетпес үшін мен дәлелімді айтайын. Сөз бұзылмас үшін дәлелімді айтайын. Әйтпесе қисық жаққа қарай кете береді. Сөйтеді ары қарай мүлде басқа тақырыпқа кетіп, мына тақырып ашылмай қалады, адамдар қатты демал болып қалады. Сіз тоқтап тұрыңыз, мен сөз менікі. Мен ана кісіге сұрақ қойып сол сұрақты толтыруға болмайды ма? Болады. Сол сұрақты толтыруға болмайды ма? Болады ғой. Сол сұраққа жауап берейін енді. Сонымен, сонау имам ағзам Абу Ханифаның кезеңінен 8-ші ғасырдан бастап жын кіре ме, кірме
ме деген мәселе болған. Сол заманда қойған бұл шариғи мәселе. Бұны солай түсінуге, бұл екінің бірі отырып алып, мен солай ойлаймын, мен былай ойлаймын дейтін нәрсе емес. Бұл шариғи тұрған нақты бекітілген нәрсе. Сонда имам Ағзам Абу Ханифа және оның өзінің ең қасында болған адамдар, олар біз көрген жоқпыз ғой дейді. Олар жын шығару практикасымен айналыспаған. Нақты кіріп жатқан, шығып жатқан көрген жоқпыз. Сондықтан біз тартынуымыз керек. Жын кірмейді деп ойлаймыз, бірақ анығын Алла біледі деді. Кірмейді, бірақ анығын Алла біледі деді. Ал сол имам Ағзам Абу Ханифаның өзінің шәкірті Мұхаммад Юсуф жын шығару практикасымен айналысты, көрді, қандай әсері бар екенін көрді. Сондықтан менің көзім жетті. Көзім жеткендіктен айтамын, жын адамға кіреді екен деді. Бірақ ол анда-санда, ол үнемі ертелі кеш емес қой, анда-санда. Сонда кітапта айтыпты, иншаллах, бәріміз Құранға, бәріміз ол заманға сенеміз, мысалды аударамыз. Бірақ әзір ана кісіге мен сұрақ қойып атқаным, ол кісі де сондай ілімде жүрген кісі де, өте биік ұстазды, сол кісінің өзі айтты да, мысалды, ол кісі де енді 10 жыл өмір, 13 жасынан бастап намаз оқып, қанша білімді, ілімді қабылдаған адам да. Бірақ ол кісінің өзі айтып тұрды, мен жын көрді, өз жағасын астопырлана айтып тұрды, осы кезге дейін жын орда жын қақтыны көргем, ескем дейді. Бірақ мынау 96 жылға дейін жыңгырды деген әңгімені естіпедім да, 96 жылдан кейін жыңгырды деген әңгімені естіп деп өзінің жағасын ұстап тұрды. Осыған жауап бар ма 96-ға? Берейінші осыған енді. Қайта бөле бермей, кішкене өтсоңлаштырасаңыз болады. Біріншіден, Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф, біз оны өте жақсы білеміз, Таластар ихтилафтар деген атақты кітаптың авторы, бүкіл еңбектерін біз өзіміз шығардық, Разногласие в исламе дегеннің бәрін өзіміз шығардық. Ол кітапты, ол кісі ешқашан жын шығару практикасымен айналысқан жоқ. Оның өз шаруасы болды. Ол мүфти, ол пәтуа беруші, ол үлкен дәрежедегі имам. Ол кісі дем салды. Дем салғанның бәрі жын шығарады деп кім айтады? Дем салумен жын шығарады. Ана кісі дем салам деп отыр ғой, жын шығарады деп отыр. Дұрыс қой, дем салады ғой. Енді ол кісі де дем салды ғой. Дем салу деген практиканы білмесеңіздер, айтпағандарыңыз дұрыс болады. Қалай дем салу? Мен дем салып отырған адам. Ол кісі де дем салып. Сіздер сөз тыңдайсыздар ма, тыңдамайсыздар ма? Сіздер былай айтыңыздаршы, өткен жолда тура осылай болды. Бір психолог деген атпен келген псих отырды осы жерде, сөйтіп сөздің барлығын бұзды. Сондықтан сөз басталды ма, аяғына шейін жеткізейік. Сіздер дін мәселесін шоуға айналдырмаңыздар. Дін мазақ емес сіздерге. Жын шайтан отырып алып талқылап, мен олай ойлам, былай ойлам, ана үйтіпті мынау бүйтпейтін нәрсе емес. Бұл жерде ортақ келісілген пікір болады. Сондықтан айтамын, жоқ, ашуланбаймын емес, мен қызық сөйлеп жатырмын, кесіп сөйлеп жатырмын, өте қатты, мен барлық уақытта қатты сөйлеймін. Өйткені көп жағдайда оқырманға дұрыс ой жетпей қалады. Көрермен екіұдай ойда қап кетеді. Біз дұрыс ақпаратты беруіміз керек. Мен ғылыми талқыланған ақпаратты ғана беремін. Осы дін саласына 26 кітабы жазып, ғылым кандидаты болып, босқа жүрген жоқпын. Сондықтан мен ұзақ жылдай бойы дін саласында басшылық қызмет атқардым, әріптестеріміз осы жерде отыр, біледі. Яхия қажда өте жақсы біледі. Сондықтан ғылыми дұрыс сөз айтуға рұқсат етіңіздер. Ғылыми сөз сол. Имам Ағзам Абу Ханифаның кезінен бұл талас болды. Ол нақты практикамен айналыспаған адамдар өзі көрмегендіктен айтудан тартынды. Практикамен айналысқан адамдар жын бар, жын кіреді деп айтты. Имам Ағзам жанында отырған жаңағы Мұхаммад Юсуфтың өзі айтты. Ал енді тұтастай Хамбали мазхабының негізін салған имам Ахмад Хамбалдың өзі таза осы практикамен айналысты. Олардың шәкірттері де осы жолмен көп айналысты. Енді 96 жылдан бері бұл нәрсе неге көбейді дегенге енді келеміз. Өйткені біз тарихи дәуірлерді айтуымыз керек. Жұлып алуға болмайды бұл нәрсені. Неге келеміз? Өйткені бұл кезеңнен бастап неге басталды? Бұл кезеңнен бастап бізде шетте араб елдерінде оқып келген адамдар көбірек білім бере алып келгендер білім бере бастады, тәжірибеге айналысты, практикаға араласты, дін саласында көбірек солар отырды. Солардың басым бөлігі Ханбали мазхабын ұстанады. Негізі мазхабсыздар деп айтады өздерін, бірақ сенім негізіне келгенде бәрібір Ханбали мазхабына жақын тұрғандар болды. Олар бірқатар нәрсені жоққа шығарып тастады, әр уақытты жоққа шығарды, басқан жоққа шығарды, бірақ олардың ұстағаны осы жын мәселесі болды. Өйткені имам Ханбал бұл мәселедегі өте мықты практик тәжірибегер болды. Оның атын естігеннен жын қашатын болған. Сондықтан оның жолын ұстаған адамдар көптеп таралды. Бұл рұқсат етілген нәрсе. Және осыған дейін жын мәселесі әбден зерттелді. Дәл қазір Вахид Абдуссалам Вали деген кісі бар, бүкіл тарихаттар, бүкіл жаңағы мазхабтардағы зерттеп шыққан, осыған дейінгі бүкіл тәжірибені зерттеген, сөйтіп ең өзі де сонымен айналысқан, ішіндегі ең дәлелденген, ең дұрыс деген нәрселерді ғана алып жазып шықты Өткір қылыш деген кітабын. Сонда ол айтады, жын кіреді. Мына ғұламаларды құрметтейміз, жын кірмейді деген. Оларды құрметтейміз, бірақ олар тәжірибемен айналысқан жоқ қой. Мына ғұламаларды құрметтейміз, өйткені олар айналысты. Мен өз тәжірибемде сан рет көрдім, дәлелдеп берем.
бүкіл видео бастаспалар бәрі бар, жын кіреді. Пайғамбарымыз да жын ектеген адамның, ол жерде аудармада ектеген деп те айта береді, кірген деп те айта береді, екі түрлі аударылады. Адамның аузын ашып ішіне дем үрлеген деді. Сол ішіне кірмеген болса, неге дем үрлейді деп тұр ғой. Ал енді қараңыздар, дем салудың бәрін тек қана жынмен байланыстырмаңыздар. Дем салу тіл көзді қайтару үшін де жасалады. Дем салу дуаны қайтару үшін де жасалады. Ырымдау, көшіру деген неше түрлі бақсылардың істейтін жамандары бар. Оны қайтару үшін де жасалады. Дем салу деген нәрсе жынның шарпуын кетіру үшін, жынның ектеуін кетіру үшін жасалады. Ең соңғы 7-ші кезекте барып жынның кірген жынды шығару үшін. Оған адамдар арнайы маманданады. Біз мысалға дем салып жатқанда адамнан жын кірудің белгісі бар ма? Тоқтатамыз, жабамыз, дұғамыз жасаймыз да, сіз арнайы мамандарға барыңыз. Мұнымен айналысып отыратын бізде уақыт жоқ. Өйткені ол өте көп уақытты, өте көп күш-қуатты қажет етеді. Бұл сондай дүние. Жандәулет сөйлесінші, Жандәулет. Бағада бек күтіп отыр. Бір айтқаны дем салу мына. Иә. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көз тіл ақиқат. Тағдирдің өзі бар, бірақ осы көз тіл бар. Пайғамбарымыз айтқан, менің үмбетімнің көбісі көз тілден өледі. Yani sol için ol dem salу mana көз тілден келе dem salamız, bir korkunçtan dem salamız. Tepte sol ol Kur'an'ın ayetlerinin bari yem, şifa. Sol için Peygamberimiz aytkan, Allah Teala avru beredi, şifasından beredi. İzlegen adam taptı, izlemegen adam tapmadı. Misal izlep bizge keledi, imamga keledi, dergerge baradı. Endi mana Aynur Hanım aytkanday ki, mana din çıgaruunun mamandığın özünü alıp ol kürdeli soğan kirip ketkenler var. Sonra onun biz meşetlerden arine jengil jelpi bolsa bir okup keyin aytamız mana osunday mamandarga barıp endi jügünüңүz. Ne argaray mana больница, psixbольница başka yemlerini alıp beriңiz. Tepti bizge kelgende men yem alıp jatırmın, dem saluğu bolady meni bir mendetli tur da bul dergerden aytkany ol mendet, ol yemdeli kerek. Sonuçtan dem salu tek boyun tazartı olsun, көз tilden bir neden kelip dem saladı, ona jin kirgenlige men байланыстырмау керек. Түсіндік біз. Манадан тыңдап отырмыз ғой. Мәселеміз жын тақырыбы болды. Теология, енді жын деген тақырыпқа жауап беретін қай ғылым десек, теология ғылым жауап береді оған. Оған философия, оған философияның өзінің көзқарасы бар, бірақ енді басқа жаңағы жын сөзіне ол жанна, яғни көрінбеу, жасырын, адамға көрінбейді. Жынның яғни негізі жаңа сөздік анықтамасы солай келеді. Ал енді жын ол ол адам жаңа жын кіру, кірмеу деген мәселе, ол адамның нәпсінің ырқына қарай, немесе бір адамды жек көріп отыр, осы жерде соған қарсы аргумент айту ретінде мынандай деген емес. Ғылым не дейді? Ғылым жын кіреді дейді. Болды, точка. Оған таласып 19 минут уақыт құртып керек емес. Кіреді. Кіреді. Бар. Болды. Ал енді теология тағы не дейді бұған? Жындарды құлшылық үшін, яғни бір нәрсеге міндеттеліп жіберілді дейді бұл жерге. Міндет деген не? Бұл бағдарлама міндеті бүгінгі тақырыпты ашу, халыққа түсіндіру. Сұрақтар болса, соған жауап беру еді. Ал енді жындардың келгендегі миссиясы не? Оларға міндет жүктелді, яғни Құдайдың жүктелген жаңағы жер бетінде шоу жасау олар. Құдайдың әмірін тыңдаушылар немесе тыңдамаушылар. Теологиялық айтсақ кәпір немесе мұсылман жын деп айтамыз. Сондықтан да бұл жерде енді бұл қоғам болғаннан кейін, ел, әлем болғаннан кейін бұл адаммен тіршілік параллельді өмір сүріп отқан ол тіршілік иелері. Мына біздің жаңа ғарышқа барыпты, естіпті, НЛО дейді, бұның барлығы осындай, яғни нелер, әсерлер. Олар, мысалы біздің адамның орташа жасы 100 болса, олардың орташа жасы 1000 жыл өмір сүреді. Жаңа бақсыға барам, балгерге барам, бір үйір жылқым жоғалды, жаңа байлығым жоғалды, қайда дейді. Көз жұмып отырды, сенің 4 балаң бар екен, сен кәсіпкер екенсің дейді, айналып қоя келіп дестейді. Сенің жылқың осындай таудың баурайында, осындай жерде барсаң жайылып жүр. Анау бақташы барады, действительно сол жерде. Енді сосын соған сенеді. Ал енді ол жердегі емші деп айтамыз ба, тырнақшаның ішінде ол адам, ол ана жынмен байланыс ақпарат алып отыр. Жынның қабілетіне, жынның қабілеті 1000 жыл өмір сүргеннен кейін ол барлық нәрсені көреді. Сіздің фамилияңыз қалай мысалға? Алмас Шораев. Шора атаңызды көрген мысалға. Қарапайым мысал. Шораның әкесін көрген керек десеңіз. Ал қазір сіздің балаңызды көріп отыр. Сол бүкіл өткен қысқасы ақпарат бар ода. Өткен шақтың барлығы бойынша диск жазылған оларда. Сіздің 4 балаңыз бар екен. Осында ол адам деген не? Адам білмегеннің жаңағы несі болады? Махаббат құрады ғой білмеген нәрсеге. Адамда сұлулық болса,
бір адамға ғашық болса, ол сұлу болмаса да не болады, оған көзсіз беріледі, сүйеді, сенеді. Сенім деген мәселе өте ұзақ. Және бұл жерден де тақырып өте ауыр, ауқымды. Мен мынаны айтайыншы. Сірада келдік қой, уақытымызды бір пайдалы нәрсеге жұмсайын. Өйткені мына уақыттың өзі қазір тапшы ғой заманда. Мен мынаны айтқым келеді. Адам өмір сүреміз барлығымыз. Өмірде ақ пен қара бар. Сыналасың, ауырасың, қиналасың, басқа ұрылады, тасқа басың, немесе жақсы ләззатты өмірлер сәттер болады. Ал енді қиын қыстау кезеңдерде адамдарды мына тақырыпқа байланысты қылып айтып отырмын. Адамдар не істейді? Биік белеске жету мүмкін, жақсы өмір сүру мүмкін, жақсы кәсіпте болу мүмкін, қызығады адам қысқасы. Ал енді ол қызығуға тұрарлық нәрсе өмір, және оның қасында дос дұшпан да өмір сүреді ол қоғамда. Оны көре алмайтындар да бар. Олар не істейді? Сиқыр жасайды осы жындар арқылы. Мына қазіргі кезде мына біздің қоғамда өршіп бара жатқан нәрсе сиқыр дуалау әдісі өте кең тарап жатыр. Жынның тікелей қызметі сол. Сиқырлау. Сиқырлау. Мұсылман емес болған жынның қызметі бұл дүниедағы келген. Олардың сол адамдарға шабуыл жасау арқылы олардың, яғни жаһаннам дейді ғой, тозаққа өзімен алып кету. Олардың миссиясы жаңа сиқырлау арқылы бір қыз бір жігітке ғашық болуы мүмкін. Ол не істейді? Қолы жетпейді, сосын адамның тағдырына осындай сиқыр жасау арқылы, жындарды жалдау арқылы, яғни екі ортада жынмен байланысты әртүрлі емшілер бар бізде. Лицензиясы алынған ресми емшілер емес, жаңағыдай көпе-көрнеу айналысатындар. Ол айтқым келеді, ол бізде мына құқықтық тұрғыда осындай нәрсе әлсіз бізде. Оны дәлелдеу, жауаптылыққа тарту жақтары, енді біз зайырлы құқықтық мемлекет болу, ол жағында кейде бізде кемшіл болып жатады. Сондықтан да бір нәрсеге қолың жетпей жатыр ма, бір нәрсе болмай жатыр ма, оны жаңағыдай күштер тылсым арқылы пайдаланып оған әсер етуге тырысу, ол үлкен аса қауіпті қылмыс, адамзаттың алдындағы қылмыс. Сондықтан сол нәрсені қарапайым біздің жұртшылық білсе екен дегім келеді. Құрметті көрермендер, құрметті студия қонақтары, журналистеріміздің дайындаған сюжеттері бар, соны көріп алайық. Сосын ары қарай әңгімемізді жалғайтын боламыз. Жат қылық жасағандарға қаратып, мынаның ішіне жын кірген бе, мынаны жын ұрған ба деген сөзді әркім-ақ естіген болар. Алайда адамды жын ұрғанын көргендер некен саяқ. Көзге көрінбейтін, медицина біле бермейтін бір белгісіз аурудың бар екені рас па дерсің кей сәтте. Себебі YouTube каналда жын кірген адам, жынмен тілдескен молдалардың видеосын көргенде сенбесіңе тағы болмайды. Мәселен, жын шығарушы ата деп танылған шымкенттік Рустамбек атаның мына видеосы 2,5 миллион қаралымды жинап үлгерген. Ақсақал дертке шалдыққан келіншектің өзімен емес, бөгде біреумен тілдесіп отыр. Қай жерде істеттің? Қай жерде? Алладың қорқпайсың ба сонда істеткені? Кім жіберді бұны ішіге сені? Кімді тапсырмасын? Кім ол әйелдің аты? Қандай? Сөйлеп отырған жанда, сонда. Естілмеген ғой, сөйлеп жатыр. Көп жауаптары бар оның тоққан. Сонда анау ішінде отырған, жаңа жын деп алайық, сол ақпарат береді өзі туралы барлығын. Ол жерде маман Құран аяттарының өзінің нелері бар, оқылатын Құран аяттары бар, өзінің методикасы бар, целый, арнайы оқытылады. Сол басып жаңағыдай методтармен жүрген кезде адам әлсіз қалады да ішіндегі жынмен байланыс құрады маман. Адам өзін жоғалтады, болды. Отключается дейді, бұл айтқанда сөнеді ол адам. Сосын жаңағы ішіндегі тылсым жаңағы жынмен арқылы байланыс болады. Не үшін кірді, не мақсатпен кірді, кім жіберді, осы жерде ақпараттар ашылады. Яғни мені осындай жіберді, осындай қыз жаңағы жұмсады осындай қылып, немесе дуалады деген секілді. Сөйтіп жіберіп, миссиясіне сол. Сосын барлығын сұрап алады да, шық деген кезде шығып кетеді. Шығуда енді қиын. Шығу мәселесінде енді ол мықты жаңағы әбден толысқан жандарды шығару қиындау болады. Ол үшін кәдімгі кәсіби мамандар керек. Анау адамдар шығара алмайды. Кейбір бала жандары болады, жаңа жасаң. Оларды шығару тез, яғни. Бір құран оқығанда ден салған шығып кетеді. Шыққан жын бар ғой, манағы мысалға мекендеп алды, адам жүрегі ме, іші ме, қайып кетеді. Енді ол дініміз айтады, жалпы жындар туралы негізі ақпарат аз берілген. Пайғамбарымыздан да сұраған сахабалар. Яғни бұлар туралы, бұл рухтар әлемі, жалпы жындар әлемі туралы ақпарат аз бізде негізінен. Ал енді ол енді көзге көрінбейтін екінші параллель әлем ғой. Ана кісі біле ма деген ғой, шығарып отқан кісі. Қайда кетеді? Мына ең бірінші Алла Тағала Құранда жындар мен адамдарды өзіме ғибадат қылу үшін жараттым дейді. Олардың миссиясы ғибадат ету. Енді мына Рустам әкенің бір оқығаны дұрыс. Жын
bir xil mamanlar so'ning davusundan be misal mana har bir kişinin kolundan kelmeydi jinmen söylese. Ol adamның takvalığına baylanıştı. Allah'dan korku, taza juru, daretmen juru, sonday adamlar keyin jinmen söylesip onu endi musulmon qiladi birinchi жақсылап, musulmon bol, shaq. Кейбіреулер айтады, шығам, бірақ meni endi boshqa jinlarim o'ltiradi endi. Biroq baribir tilni olib musulmon bo'lib шығам deganlar шығады. Шықпаймын deganlarda misal onu qattiq o'qib, baribir seni шығарам, жағып жіберем, шық deb сондай mıқты mamanlar onu o'qib, sol joq qiladi, nemesi mіндетті түрде шығарып, ana adam шыққандан кейін айырылып, tap-taza жақсы болып кетеді misal. Омар. Осыны жалғастырып жіберейін. Қалып кеткен тағы бір екі нәрсе бар енді. Өйткені шыққан жын қайда кетеді деген нәрсе болды ғой. Шыққан жын жаңағы айтқандай мұсылмандандырып шығарады ғой әдетте. Мұсылман болмаса ол шықпайды. Шықпай қасарысып тұрып алады. Кейде шықтым деп өтірік айтып, адам ішінде үндемей бір-екі апта жатып, одан соң қайтадан қозғалатын кезде болады. Немесе шығуын шығып алып, келмеймін, қайтып бұл адамға жоламаймын, қастандық қылмаймын деп уәде етіп алып, уәдесін орындамай қайтадан келетін кезде болады. Ол кезде енді сол үшін дем салып, оқытылып жатыр ма, адам жын шығарды ма, одан соң бірден жаңа дәретті, таза болып, бүкіл шариғаттың салттарын ұстау керек делінеді да ол жерде. Ал енді алдамшылықта болады, оларда қайда кетеді десе, көбіне көп енді олар мұсылман жындарға қосылады. Егер мұсылмандықты алып кетсе, шынымен ақ сол уәдесіне тұрса, мұсылман жындарға қосылады. Жалпы кеңістікте жындар көп қой. Ал енді олардың да өз басшыларынан қорқатыны рас. Олардың да көпшілігі басшылардың нұсқауымен келетіні рас. Олардың тікелей өздеріне емес, басшылары байланыста болады. Жаңағы дуакештермен басқалармен, сөйтіп солардың әмірімен олардың кіретінде рас. Ол кезде олар қорқады, қиналады. Кейде жаңағы бала шағасымен кіріп алатын жағдайлар да болады бір адам ішіне дегендей. Сондықтан әрқайсысы әртүрлі деңгейде шығады. Кейде бір адамнан бірнеше жын шығаратындар кездері болады. Кейде жаңағы айтқандай бір жынның ғана өзі. Жын қалай не үшін шығады? Өйткені Құраннан күйеді, қатты қиналады. Құран оқыған кезде қатты қиналады. Соған шыдамағандар жылдам кетеді, әлсіздері, күштілері ұзақ беріспей, жаңа процестен өткен соң барып қайтады. Адам ішінде мейірімді жындар болуы мүмкін бе? Ештеңеге білдірмейді. Ол мейірімді болса кірмейді ғой. Ол кәпір болғандықтан, мұсылман болады, кәпір болады. Тек қана қастық қылу үшін кіретін болып тұр ғой. Қастық қылу үшін кіреді екі түрлі жағдайда. Біреулері Мұхаммед Мұстафа пайғамбарымыз айтқан дейді, менің де ішімде жыным бар. Әлхамдулиллах, менің жыным мұсылман дейді. Сонда адам ішінде жын болады, мына тағы жын кіреді, үйге қырылысып қалмай ма? Ол нәрседе бар. Анфуси жын, афақи жын деп айтады. Анфуси жын адам ішіндегі жын. Ішіндегі болғанда ішіндегі деп айтуға болмайды, бірақ өзімен бірге жаратылған делінеді. Енді әзір сіз ішінде деп айтуға болмайды, өзімен бірге жаратылған. Бірақ бұлай бір имамдар айтып отыр. Пайғамбарымыз айтқан дейді, әлхамдулиллах, менің де жыным бар. Бірақ менің жыным мұсылман деп айтады. Дұрыс қой, ол солай айтылған. Ол жын менің ішінде отыр демейді пайғамбар. Менің де жыным бар. Ол бірақ мұсылман, ол маған тек жақсылықты бұйырады деп пайғамбарымыз. Қараңыз. Кәпірлер қаяқта болады? Қараңыз, осы нәрсені алайық. Бұл қайдан шықты? Бұл хадисті айта салайын енді. Пайғамбарымыз Айша анамыз бір нәрсеге ашуланып қалған кезде, сенің жының келген екен ғой дейді да, кәдімгі жын келді, жүрісті, етістігін мен айтады да, ямши деген, мәша ямши деген етістік бар арабшада. Сол есін айтады, сенің жының келген екен ғой деп, кәдімгі жүріп келгенін білдіреді. Сонда Айшана таң қалып сұрайды, ол қалай жын келе ма деп. Сонда пайғамбарымыз айтады, иә, әрбір адаммен бірге жаралған жын болады дейді. Сізде де бар ма ол жын деді ғой. Сөйтсе, менде де бар, бірақ ол әлдеқашан мұсылманданған, ол маған тек жақсылықты бұйырады деп айтады. Сонда бұл нәрсе бір жағынан кейбір ғұламалар бұл адамның нәпсі іспетті деп айтады. Бір ғұламалар айтады, ол жердің жалғасы бар дейді. Кәпір жын болады, мұсылман жын болады, қатар жаралады деп айтады дейді. Кейбір ғұламалар жағы келді дегеніне қарағанда ол сыртта деп айтады да. Менің ішімдегі сөз жанымда. Жанымда деген ұғымды білдіреді, жанымда деген сон кейбіреулер ішінде де түсініп қалады. Негізі іште отыр деген сөз емес. Құрманғазы Рахметов, бағанадан бері жылы жымиып қойып, әңгімеге араласпай отыр. Бұл кісі сөйтсай шебері. Сіздің не пікіріңіз бар, біз тыңдауға асықпыз. Армысыздар, бүгін мынау керемет тақырып өтіп жатыр. Расымен мен бір параллель әлемде жүргендей сезінемін. Шын айтқан кезде өмір деген шексіз. Бізде әкеміз бұл өмірде туады, шешеміз табады, жаратқан иеміз жан береді, ал сол жан өзінің қалауы болады. Мынау жындарға қатысты әңгімеге айтарым, қан бар жерде жын бар дейді. Жын деген қан, бір-ақ ауыз сөзбен. Егерде дамыту, қазір мен тыңдап отырмын, өте қызық. Әңгіме барысында оны кәдімгідей айтуға болады, ғылым тіліменен дәлелдеп. Жаңа жындарға байланысты қан бар жерде жын бар дейді. Адамзат баласы бұл өмірге келген кездегі жаңа жарыққа байланысты айттық қой. Біз шынын айтқан кезде өзіміз не істеп жүргенімізді білмейміз. Адам баласы білмейді.
97% адамзат баласы түп санада өмір сүреді екенбіз. Түп сана мен сана болып бөлінген адам танымы дейді. Біреуін ақыл меңгерілсе, біреуін парасат пайымы. Парасат пайым ол жаратушыдан. Енді жаратушы деп бір ауыз сөзбен айтайық. Біреу Құдай дейді, біреу Иисус дейді. Әркім діндер көп қой. Бірақ енді адамзат баласына қатысты болғаннан кейін бұл тақырып. Сол енді жаңағы жынға қатысты дүние. Адамның баласының бүкіл жетістігін ол адамның ішіндегі көңіл толқынысы дейді ғой, эмоциясы. Сол арқылы билейді. Егер біз өзіміздің көңіл толқынымыз, мысалы, жағымды дүниелерде болатын болсақ, адамның бойындағы жағымды дүниелері шығады. Әрбір адамның жағымсыз энергияға бетімізді бұрсақ, өкінсек, жаңағы эмоцияларға берілетін болсақ, онда жағымсыз энергия. Жынды бір ауыз сөзбен жағымсыз энергия деп айтуға да болады. Анамның ішіндегі, жарығының ішіндегі сондай бір бейнесі, соның көрінісі, бейнесі. Яке қажы, негізінде осы қарапайым адам жындардан қалай сақтана алады? Және де Құранның өзінде жын сүресі бар, я? Ол қандай сүре? Енді әрине бұл жын әлемінің сүресі болғаннан кейін бүкіл жіндердің тарихы сол жерде айтады. Жаңа өзіңіз айтқандай, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар бола тұра, әрбір түн төсектің үстінде отырғанда İhlas suresi, Falak suresi, Nas suresi sonlarda okup, biz şunu kaysilerimiz isteyimiz. Yok. Kelimizde yok dayımız. Kayta keşe internet degensen bir jaksı neyini gördüm. Anası balasının kasını kelip alıp jatır, sonunda balası kichkinday endi biz. Ya Allah özün korgay gör, ya Allah peygamberimizge salavat bolsun, ha jaksı. Böyle tilegini aytıp jatır, anası aŋtaŋ. Sonunda onu ajesi men jatады eken, atası men. Sonunda күнде атасы, әжесі Алладан дұға қылып қорғанатын. Сонда ана бала, сондықтан бізде мына міндетті түрде әрбір түн осы дұғаларды оқуымыз керек. Және таң ертең біз осы дұғаларды оқысақ, және бір ташбилар бар енді. Салаваттар айтып, 100 рет, мысалы сол үйден шықсақ, кешке дейін сол бізге еш нәрсе жын шайтандар зиян тигізбейді. Және арнаулы осы ем салатын сүрелер, аяттар бар. Оны руқиялар дейді, руқия. Ruqayatı şar'iyya. Şuna birden bir aytatın o yerde, osu cin kirgen bolsa, osu köz til bolsa, osunday avrularga birden bir yol Kur'an surelerimin yemdev. Osu ayatlar arkalı yemdev. Başka endi bunun biz yolunu bilmeyimiz. Siz kalay emdeysiz Omar? Siz de Kur'an ayatlarымен emdeysiz mi? Bir құдық қазайын desem бар ғой. Ойланып тұрса, ана жерде темір бар, тас бар, ағаш бар, тамыр бар деймін да, сөйтем. Бірақ енді қазып көрген адамға оңайлы болады да, білу да. Сол себепті бұл жерде сөздің шыны керек, мен ешқандай дінге басқа қарсылығым жоқ, мысалы. Просто әзір әлеуметте менің алдыма да қанша адамдар келеді да, менде жын бар ма, жын жоқ па дейді да. Екінің біріне жын кіріп кете бермейді да, сөздің шыны. Әзір интернетті ашсаң да имамдардың, молдалардың бәрін сөйлейтіні, адамға жақсы діннен насихат жүрмейді. Жыннан адамдардың психологиясын қорқытумен жүреді да, просто да. Қорқыту да бәрі. Жоқ, біз жын туралы емес, басқа насихаты, пайғамбар туралы басқа уағыз айта алмаймыз да, мені айналып келген жын кетіре береміз да. Сол себепті әзір бәрінің ойы, сәл біреу мына кісі барса, мен балам ашушаң десе, жаңағы анау намаз оқыған, Құран оқыған біреу қарайды, ой, жын кірген екен дейді. Жын кірген екен дейміз да. Сонда мен алдыма келеді мысалы, менде жын жоқ дейді. Адамда мысалы депрессия болады, стресс болады, лас энергетика деп айтылады. Мысалы әзір бұл кісілер айтып жын шайтан деп отыр да. Жын мен шайтанның да айырмашылығы бар да, екеуінде. Екеуі егіз ат та, Андрей мен Павел да екеуі. Былай қарағанда, дуа дейді, дуада жын шайтан болады дейді. Мен осы дуаны 10 жылдан бері айналысып қайтарып келатқан адамда, дуада ешқандай жын болмайды. Дуа деген не? Дуа деген, мысалы мен бір адамды қарғаймын ғой. Мысалы қарғыс бұрыннан бар, Құранда да бар, я? Қарғаймын, алайым. Менен лас энергетика барады ол адамға да, аурасы бұзылады, лас энергия. Дуа деген, мен ол адамның суретін, яғни киімін бірдеген ұстап отырып, жаман ниетімен дұғалар деген болады. Қақыры қол дұғасы болады, кафка дұғасы, дұғалардың 4 түрлі бар да, сүреден басқа дұғалар бар. Мысалы соларды оқып, егер жаман арам ниетімен оқсам, ол лас энергетика, менен шыққан лас энергетика, мысалы, сол адамға барып тиеді. Лас энергетика тигеннен адамның аура дейді, яғни атам қазақ айтқанда, адамда перде деген болады да. Соған ауырлық түседі да, мысалы да. Адам шаршаң қолады, үйімтеді, кетеді,
ашушаң болады, содан депрессияға кіреді да, мысалы да. Қатты анау депрессияға ойға түсіп, депрессияға кіріп жүрген адам полный аурасы ластанады. Менің алдыма келеді, мысалы, Құранмен оқып дем салғанда, жаңа өзі анау қысылып тұрған не бар ғой, Құран адамның лас энергетикасын тазалайды, яғни аурасын тазалайды да. Сол кезде анау өзіне-өзі деп отырған адам өзіне-өзі өкіріп жылайды, айқайлап та жылайды да, мысалы да. Анау дүниесі шығады, мысалы да, тазаланады. Сіз жын шығарып отқан шығарсыз сол кезде. Астапырла. Ол адам жылаватса енді адам. Ол енді ішкі дүниесі, эмоция, ішкі дүниесі, эмоция. Ішкі дүниесі, эмоция. Менде мынандай бір ситуация болған. Мен бір танысым, Алматыда танысым бір қызы, 21 жасар қыз. Енді шошынып қалғанда, мысалы, сөйтіп көзіме бірдеңе көрінеді, өйтеді, бүйтеді дегенде, сөйтіп жаңа қорқам деген. Енді алып сөйтіп Алматыда жаңа бір емшіге жаңа жын шығарады дегенге біреуге апарса, қарағанда ана 21 жасар қыз өзі нәзік әз, ана жерде кең адамда орамал тауып, деп отыр ғой енді бәрі қатынап жүрген адамдар. Ана жерде арасына кіріп барып қаралса, сенде жын бар деген. Қазір оқимыз деген. Жын бар деген да, қызға. Ана қыз сөйтіп өзі шок болған да анау. Сөйтіп бір кезде Құран оқығанда адамда деп отса, ана қызда деп өзі серия жылаған ғой. Сөйтіп әке-шешесі қарағанда, ойбай, сенде жын бар. Алып келеді да, сөйтіп басқа емшіге апарады. Тағы біреу отырып, бұда жын бар, бұл әлсіз бірден оқып қайтара алмаймын. Мен 5 күн қатынау керек дейді да. 5 күн қатынау керек. Сөйтіп үйіне алып келеді, үйіне алып келген бір тағы бір танысымыз бар, сол айтады, Омар Алматыда ғой, Омар шағып қарасайшы дейді. Барам қараймын. Қараймын, бұл нормальный қыз, просто шошынғанда, анау стресс та, просто да. Мен айтам, айналайын, бір-екі дем салам да, анау айнаға қарасам қорқам деп келістіріп жатыр да. Мен айтам, бір-екі дем салам да, айналайын деймін. Сен жасың 21-де ғой. Сен әзір әке-шешең тәрбиелеп, өзі мықты болып тұрған кезің деймін. Сен айналаң бәрі сенде жын бар, жын ұрып кетті. Бәрі сөйтіп отыр деймін да. Таста мына тірлікті. Қара айнаға, өзін жеңіп шық деймін. Сенде психология ғой деймін. Айнаға қараш бар десем, айна қарап тұр. Ничего, нормально дейді. Ертеңіне бар, шашын боятады да, оқуына кете береді да. Қайдан білдіңіз? Ешқандай жын жоқ та ол жерде. Қайдан білдіңіз енді сіз? Нені? Жаңа сау екен, ішінде ештеңе жоқ екен. Сау екенде адамды оқығанда көріп тұр ғой. Жын бар адамда, баяғы ақсақалдар айтатын. Жын бар адам ашхаду анна ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах калимасын айта алмайды дейді. Жын шайтан дейді. Шайтан бөлек. Шайтан бисмиллахир-рахманир-рахим десе кетіп қалады дейді. Жақсы. Дуа деген бар ма? Ол адамға қалай әсер етеді? Қазір дуаны қайтарамын деген жарнамалар неге қаптап кетті? Дуа медицинамен емес, тек абстрактыл жолмен емделе ме? Онкологиялық аурулар, инсульт пен инфарктта дуадан болады деген ақпарат бар. Қаншалықты рас? Жарнамадан соң анықтаймыз. Жарнамадан оралдық, бағдарламамызды әрі қарай жалғаймыз. Алла тағала бізді жындар әлемін жекпе-жек қалдырып қойған жоқ, бүкіл сақтандыру жолдарын үйретті. Мұсылмандық минимумы дейтініміз сол бейнелі түрде. Істің болар қайыры бастасаңыз Алла алады деді. Өміріңді бисмиллаға толтырсаң, жыннан адамға ешқандай зиян жоқ. Үйге кіреді бисмилля десең, сыртта ілесіп келе жатқан жындар кіре алмай қалады. Тамақты жер кезде бисмилля десең, ол жындар тамақтан жей алмайды. Төсекке жатарда бисмилля десең, оларға жататын жер қалмайды. Өстіп аш жататын жер жоқ болып қиналғаннан соң олар өздері ақ кетеді. Есік тіпті терезені жабар, ашарда да бисмиллях деп аш, жабарда да бисмиллях деп айт деді. Қалабияда жаңағы ағайымыздың айтқан бүкіл жатардың алдында пайғамбарымыз істеген Ихлас, Фалақ, Нас, Аятул Курси барлығын оқып өзіне дем салса, таңертеңгі уақытта адам өзіне дем салып ішіп отыратын болса, туалетте әжетханаға кіргенде ең басты нәрсе осы, ол енді жындардың мекені ғой. Кіргенде айтатын сөз бар, Аллахума инни аузу бика минал хубуси вал хабаис. Былайша айтқанда жыннан сақтайтын пароліміз біздің. Соны айтып кірсе, осы жаса деген нәрсені жасап жүрсе, тура дәретімен түзу жолда жүрсе, адамға ешқашан жын өз бетінше әрекет етпейді, жабыспайды. Екінші мәселе, жаңа жын сүресінде не айтылған деген қысқаша тоқталайыншы. Жын сүресінің бастауының өзінде алғашқы 9 аяты жындардың әңгімесі. Пайғамбарымыз бір күні кешкісін кетеді, таңертең таң намазына қарай бірақ оралады ғой. Сонда сахабалар сұрайды, Расулаллах, қайда болдыңыз деп. Сонда айтады, мені бүгін жындардың патшасы шақырды дейді. Мен оларға барып, ислам шариғатынан түсінік бердім дейді. Содан кейін оларға баяғы айтылған, қайсы қайда тұратын бөліп берген басқа осының бәрі сонда. Сонда жындардың пайғамбарымызға айтқан әңгімесі сол жерге келтіріледі. Жындар айтады, біздің арамызда дейді, адамдардың кейбір ер кісілері дейді, жындардың кейбір ер кісілеріне
бағынып дейді, олардан көмек сұрайтын еді дейді. Олардан көмек сұрайтын. Сөйтіп олардың менмендігін арттыратын еді дейді жындардың. Біздер дейді аспанның әр жерінде отырып, періштелердің сөздерін тыңдайтын едік, сөзін ұрлайтын едік дейді. Сонда олар бізді байқап қалған сәтте жұлдыздарды оқ етіп ататын еді дейді. Бұл жындар ләухал махфуздан да ақпарат ұрлай алады, тағдыр тақтасынан олар енді қасқағым сәтте қозғалады ғой. Жындар жаңағы ағамыз айтқандай ұзақ жылдар өмір сүргендіктен ол бұрынғылардың да тарихын жақсы біледі, әріптестеріміз айтқандай бұрынғыларды қала берді, әріптестерінен көмек сұрайды. Сөйтіп, мына балшы, көріп кел дегендерге өте көп көмектесе алатын себебі, барлығын айтып сыбырлап отыратын себебі, олар осы үш жақтан ақпарат ала алады жындар. Мен мынау баяғыда аталарымыз айтатын еді, сөзінде аталарымыз айтатын еді, қажылыққа бармастан бұрын дейді, бірінші өзіңнің ата-бабаңды зияратта дейді, екінші ауылындағы әулие әмбиелерді зияратта дейді, содан кейін қажылыққа бар дейді, мысалы, через секіріп кетпе дейді, уважение болу керек та енді ауылда әулие әмбиеге. Сол себепті біздің каждый әулие әмбиені алсақ бар ғой, мысалы, каждый әулие әмбиені алсақ, олар болашақта айтып кеткен да, біліп кеткен, сезіп кеткен да. Мен мынандай әңгімеден кейін бар ғой, шыққанда бар ғой, сөзінше отырып алып бар, ғұсыл дәретінде алып бар ғой, Құран бағыштаймын сол кісілерге де. Аллах аруаңа сөз тимесін деп та. Әзір жын дейді, мысалы, Машкүр атамыздың сөзі аңыз болып жатыр, болашақта айтқан ғой. Аңыз болып жатыр. Сонда сол кісілердің бәрі жынмен байланысты болған да. Сұрақ жауап бере бәрі жынмен байланысты. Мен сөйлеп алайын. Тоқтаңыз, мен сөйлеп алайын. Мысалы, адам бәріміз, мысалы, бекет ата дейміз, арыстан баб дейміз, бәріміздің түйімізде бар ғой, мысалы, дұрыс па? Сыйлаймыз, құрметтейміз аруақ. Біз қазақ аруақ құрметтеп қалған халықпыз да. Бәрі, мысалы, болашақта айтқан, болашақта өткен, болашақ бүйткен дейді да. Сезген, білген дейді да, мысалы, Қорқыт папамыз өзінің ажалын сезген дейді. Солардың бәріне бар ғой, мысалы, мына сөзден кейін бар ғой, бір как будто солардың бәрі бір жынмен связанный адамдар сияқты болып келеді маған бар. Жауап берейін енді. Сізге негізінде осы ақпарат қайдан келеді? Мынау адамға жын кірді деген. Сіздің алдыңызға келді, оның ауруының тарихын білесіз, сізде қағаз жоқ, құжат жоқ ешқандай. Ауруының тарихын білесіз, ауруының емін білесіз, айтып отырасыз, дауа қонады, сіз ана кісіні емдеп шығардыңыз, жазылып кетті алдыңыздан. Қалай? Адамда мынандай болады. Бір адамдар болады, көріп келдім дейді, құлағыма айтады, аталарыма айтады дейді. Оның екі иығында екі ақ шайтан деген болады. Шайтан айтады, олар ақ шайтан айтады дейді. Аталарыма айтты, өйтті бүйтті деп, олардың барар жолы ана аққу-гаққу әулие аралау, тағы бір деген қылу, шайтанның жолы, жынның жолы да, шайтан жолы деп айтты. Мысалы, оққан ілімде мына дұғалы ауыз дейді, мысалы, адам сезінеді, мысалы, айтқан кезде тура келеді, сезінеді, сондай ілімнің жолы болады да, мысалы, ол мен де сезеді. Қандай оқу орнын бітірдіңіз, айта қойыңызшы, қандай үлкен оқу орындарын бітірдіңіз, ілімнің жолындасыз ғой сіз, иә? Мен үлкен оқу бітірген жоқ, мен ұстаздардан тәрбие алып шыққанмын. Енді ілімнің жолы деген әдетте оқу бітіріп, жүйелі. Ілімнің жолы менің өзім практикамда қалай практикалады көрген адамда, ұстаздар. Мен дін жағына емес, мен ілім жағына кеткенмін да, қалай оқылады қай жерде, қандай дұға қай жерде, сүре емес основной дұғамен қалай оқылатын да, мысалы. Ол жақтан бәрін қатара қойып оқытып үйретті. Омар, қанша жыл емдеп жатырсыз? Қанша жыл емдеп жатырсыз? Иә. 10 жыл болды. 10 жыл болды. Қаншадан сауығып шықты алдыңызда? Әуел құдай көп адам. Санамайсыз, жақсы. Ал сізден ем қонбай, әр қарай медициналық мекемелерге болмаса басқа бір үлкен діни ғұламаларға жолдаған кезіңіз болды ма? Медицинаның емі бөлек, адам келгеннен қарайсың, ол медицина болса медицинаға жібересің. Мысалы, әліңіз келетінін сіз емдеп шығарасыз. Бірінші әшейін құранмен, әшейін сүртіп дем салып көргеннің өзінде адамның эмоциясы белгілі болады. Бірдей жаңа мына кісі айтты ғой, сондай болады. Эмоциясы оның бәрін енді жынға жатқыза алмаймын да мен кешіресіз. Жынның бірі таған бір оқы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде таңертең келсе біреудің үйі өртеп кетеді енді, өртеніп. Сонда пайғамбарымыз айтады, мына ол уақыт шам пайдаланады ғой. Үйлеріңізге кіргенде түнде шамларды сөндіріп жатыңыздар. Сол үшін шариғатта түнде үйді жабу керек, есікті жабу керек, құлыптау керек, шамдарды сөндіру керек. Яғни өзіңіз айтқандай дәрет алып жату керек. Жаңа дәретхана әсіресе тез кіріп, тез шығу керек. Қазір айтады ғой, телефонсыз кірсеңіз 2 минутта шығасыз, телефонмен кірсеңіз 15 минут отырасыз. Сондықтан мына бұл Айнұр ханым айтқандай, базарлар, жайтан жүретін жер, дәретхана, лақ істерді, сондай жерлерден аулақ, сол жерлерден сақтану, және дәретпен жүру, таза жүру. Жын келу белгілері қандай болуы мүмкін? Бәрі аманбыз деп айта алмаймыз ғой, алдағы уақытта кездесіп қалуы мүмкін. Белгілері қандай болады, қалай сақтанамыз дегенде. Мысалға, сыбырлардың естуі басталып,
адам мазасыз күйге түседі, психологиялық әлсіздікке түседі. Жаңа айтты ғой, қатты күлген кезде, қатты қайғырып жылаған кезде, адам қысқасы физикалық тұрғыда әлсіз қалған кезде жынның кіру ықтималы өте жоғары. Ал одан бөлек жаңағыдай Айнұр ханым да айтты, ектеу, жан-жағына жақындап, дуакештер жібереді жолдап соған. Дыбыстар естіліп бастайды, үстіңе бастырылып бастаймыз дейміз. Ұйықтаған кезде адам өзі бір қысылып, сөйлей алмай қалып жатады. Соның барлығы жынның әсері. Егер дауыстар анық естіліп, кейде пішіндер көріне бастайды адамға. Көзіне елестеп. Иә, көзіне елестеп, сөйлесіп бастайды. Құлағына дауыстар келіп құлағына дауыстар, сыбырлар келеді. Сен анда бар, сен мында бар. Сен тамақ ішпе, өзің отырып іш. Сен туалетте көбірек отыра тұр. Сен душқа түскен кезде көп нетпе, душта ұзағырақ қал. Бұл өмірде болып жатқан нәрселер ғой. Өте көп. Сондай белгілер айтыптым ғой, біз енді мына дін саласында қызмет жасап жүргеннен кейін бізге келетін адамдардың саны өте көп. Мен сол жағынан жаднама ретінде халыққа айтып бір пайдалы. Біреу сөйлеп отыр ма, жоқ әлде ол өзінің ойымен қуып отыр ма? Шынымен сөйлейді, кейде шынымен ойы да өз солай ол ой, енді былай ғой, сырттан сыбыр келеді, іштен шығатын. Іштен шықса ол ішіне кірген болады. Ал сырттан сыбыр ол әлі сақтану мүмкіншілігі өте жоғары ол адамда. Сондықтан сыбырлар, бейнелер, қара мысық түрінде, құбыжық кейпінде ол асқынған түрлер. Сондай белгілер басталып жатқан кезде енді бірінші звонок біз медицинаға жүгінеміз. Көбіне медицина барасыз, тексерілесіз, 100% сізде ешқандай нарушение бұл айтқанда жоқ деп айтады. Кейбір шынымен дәрігерлердің қазақ емге баршы деп жолдап жатқан бар. Ол кезде міне Яхия қажы секілді дем салатын кісілерге барып, өзі Құранның бұның емі, Құранның аяты тек қана. Алланың кәлам, Алланың сөзі. Енді таза жүру, дем салу, күтіну, бірнеше суға дем салып беру, соған шомылу деген секілді. Қысқасы, жаңадай белгілері басталды ма, ол азаймайды көбеймесе. Бірден емделуге атсалысу керек. Бір сұрақ қойшы. Мысалға, біздің дінімізбен дін ұқсамайтын елдер бар ғой? Еуропаның елдері. Сол елдерде жындар өмір сүре ма? Адамдардың ішіне кіре ма? Бүкіл әлемде тіршілік иесінде бар ғой, бүкіл жерде бар. Шіркеудің поптары нелер оқитын бар ғой? Олардың видеолары неге ютубқа таралмайды? Неге шықпайды? Бүйтіп қылғындырып жатқандар. Бар. Олар басқаша шығарады. Олар өздерінің діни ритуалдарына сәйкес, діни сенімдеріне сәйкес, біздің Құранмен дем салған секілді, олар поптар бар мысалға. Сондай келген адамдарға өздерінің дьявол кірді. Мынандай әңгіме бар. Мынандай да. Мен айтып жатырмын, ана жерді қазбай тұрып бар ғой, тамыр бар, тас бар деп айтамыз да, бірақ қазып көрген адам біледі да ол жерді. Сол себепті дуа деп айтады да, мысалы, осы дуа дегеннің мен талай солмен айналысып қайтарып оқып жүрген адамда, мысалы, мына кісілер айтып жатыр, дуада жын бар дей береді да. Еш уақытта дуалаған адам ол жынмен, адам жынды управлять етеді деп айта аласыз ба? Мысалы да, имам ағамызға айтайық, адам жынды управлять ете ала ма? Адам жынды управлять ете ала ма? Қалай, еш уақытта қалай дуалап атқан адамдар бар да, мысалы, мен дуаны ашқаннан кейін мен дуаны қалай істейтінді бәрін наизусть білемін да, мысалы, адам дуа туралы талқылауға болады. Дуа ол және айтып кетеді. Адам психологиялық пен қардықсын, лас энергетика. Ол жерде ешкім мысалы дуалайтын адам келіп, жын бергел, анаған жіберемен сен барып қайт деп. Онда істемейді еш уақытта. Дуада жын жоқ. Жын анау дуа адам стресске кіргеннен, стресстегі адам бара-бара сандырақтап бастайды. Дұрыс па? Омар мырза енді өзінің танығанымен ақпарат бөлісіп жатыр да, былай қарасақ. Ғылыми тұрғыда бұл кісінің сөйлегеніне талдап жасап отыр мен. Бұл өзі қаншалықты ұстаз үйді ғой, ол қазір ұстазына талдап келсек, ол да ұстаз емес негізі. Сөздің ашығы. Ол бір адамдарда сондай бір бақытта. Сондықтан бұл жерде бұл кісі енді айыптау емес, енді диспут қой бұл жерде, кішігірім жек көру емес. Бұл кісі өзінің түсінген білгенімен сол ақпаратымен бөлісіп жатыр, халыққа сонымен пайдам тигізген деп өзінше. Енді мен айтар сөзім, ешқандай ешкімге қарсылығым жоқ, ешқандай неңім жоқ. Просто мен әзір сөзін шыны керек. Мені бір жаным ашитыным, бір неғылатыным. Мынау мен талай ұстаздар, міне жаңа айтып жатқан Саид мырзаның, мен Азербайжанда бірге отырып шай ішкем, сол кезде сол кісіге осы сұрақты қойғам. Адамды жын шығарады деген рас па дегенде, балам, жынды Алла кіргізуші да Алла, шығарушы да бір Алла деп айтқанда ол кісі да. Ол өте үлкен ғұлама кісі, оның есігінде қанша имамдар жүрген да, мысалы да, өте кіргізуші да бір Алла, шығарушы да бір Алла дейді да, мысалы. Адамды мысалы жын қақты, жын орда ластанды деп Құранмен дем салам, емдеймін десе болады, мысалы да. Әзір бізде қоғамда баяғы мынау 96 жылғы ютубта бәріңіз білесіз ғой, ютубта бәрі жын шығарып жатыр, қылғындар. Мына жерде күрде тамыр деген бар да, күрде тамыр. Оны қысқан кезде бар ғой, адам сандырақтап өлеңді айтып береді да, мысалы да. Жын бар.
жын шындық бар, жын ұрат, жын қағат деген де бар. Лаш жерді баспаң, таза жүргін дегенде, ол тазалық, ол діннің саласы. Таза адамды Аллада сүйет дейді, мысалы. Таза жүрген дұрыс. Біз таза жолды, мысалы, уағыз айтып, мейірім ашып, былайда апаруға болады бізге да. Пайғамбардың көркем сөздерін айтып да, сөйтіп апаруға да болады. Біз обязательно ана қоғамда жын ұрат, жын қағат, таза жүр деп, өйтіп қорқытып апаруға болмайды да, мысалы да. Сол себепті айтатыным мынау, жын туралы көп әңгіме айтсақ, мысалы, жаңа атам қазақ айтты дегенде, жын дей берсек, жын деп айтпа, маулым деп айт, жын десең келе береді. Сол себепті өз қоғамымызды өзіміз улап жатырмыз да. Сол себепті адамдардың психологиясын ол жынмен қорқытпайды да, әдемі мына уағызда пайғамбарымыз туралы әдемі көркем сөздерді айтсақ бар ғой, адамдардың өздері де соған қызығып, дәретін алып, намазын оқып, таза жүреді да неге. Омар, бір сағаттан бері дәл осы студияда жын деп қақсап отырмыз ғой. Осы жерде жүруі мүмкін бе? Жүр. Қол бұрып жүр. Сіздің екі еліңіз атырау. Жоқ, мына кісілердің өздері жын дейді, мысалы, бұл кісілер оқыған, білген, оқығанда. Жын әлемі. Олар жоқ, мынандайда. Сол үшін ғой. Бұл кісілер оқыған, білген, оқыған, ізіне түскен, оқыған. Бірақ ешкім жынды көрмегенде, ешкім жынды білмегенде да, мысалы. Практикалық ешқандай жоқ. Олай емес. Бұлай айтайықшы. Жоқ, мысалы, көптен бері күтіп қалдық. Сөйлесін шай. Мен бір нәрсе қосып жіберейін. Мына бәріміз отырмыз. Шынын айтқан кезде біз төңіректе өзіміздің 5 сезім мүшеміз арқылы бағалаймыз. Түйсік арқылы өтеді. Біреу көреді, біреу естиді. Мысалы, біреу тыңдайды, құлағымен естиді. Шын мәнінде біз кішкене сәл ертерекке былай қаратта жылжитын болсақ, біздің бабаларымыз мысалы, құлағын жерге тосқанда анандай пәленбай ауылдан мынаншама атты шықты, Төленбай деп айта салған. Мысалы, біздің көзіміз менің алдымдағы көргенше көзімнің нұры жеткенше дүниені көремінде, ал мынау аспанда ұшқан қыран 10 километр жердегі тышқанды көріп қояды. Сол себептен біз мысалы бәріміз бір ғана дүниені түсінуіміз керек. Біз бұл өмірге келдік, өзіміздің санамызды дамыту үшін. Жаратқан иеміз бізге мүмкіндік берген ол дүниені. Біз осы 5 сезімізбенен қызмет жұмыс жасайтын болсақ, ақыры кезде мысалы неге жын туралы неше түрлі осындай әңгімелер көбейіп кетті. Кішкентай жас сәби, 1 жасқа да толмаған, бір 6 айлық баланың қолында не жатыр? Сотка, мынау телефон, смартфон, оның бәрі ақпарат, оның бәрі энергия келіп жатқан. Адам баласы, мысалы шынын айтайық, биороботпыз. Бір клеткалы амеба менен, мынау ойбай санасы дамыған деп, мысалы адамзат баласының айырмашылығы түк жоқ. Біз 5-ақ дүниеден тұрамыз. 8% эфир, 6% жел, 4% от, 70% су, 12% топырақ болды. Адам баласы неге ауырады? Адам баласы осының бойындағы, жаңағы адамның бойындағы баланс дейді ғой, кетіп қалған кезде ғана біз ауырамыз. Біздің ғылым нені тексереді? Біз мысалы тікелей айтайын, жаңа жынға байланысты врачтар айналысады дейді, дәрігерлер айналысады дейді. Дәрігерлер адамзат баласының тәнін емдейді. То есть себебіне жүгінбейді, салдарымен ғана айналысады, дәрі береді. Ал шын мәнінде сүтсай ғылымы бойынша адамның жаны ауырады. Кейде адам айтып отырды, ой, жаным ауырып кетті деп. А шын мәнінде ол ішіндегі тәннің әсерінен ғой. Тән деген біз өзіміз нені жеп жатырмыз, содан пайда болған ғана дүние. Ал жан деген жаратушыдан келген. Әрінің мысал бағыты болады, жаңа кіріп жатыр. Мынау жынға қатысты қайттан параллель мир деп жатырмыз ғой. Біз жаңа мына жерде бармай дейді. Әріне бар. Мына жерде сезіп біліп отырған адамдар бар, мысалы. Бәлкім ішіндегі ол адамзат баласының жеке ішкі қабілет қасиеттеріне байланысты ол. Ғұламалар деп айтып жатырмыз. Ғұламалар қандай тұрғыдан айтып кетті? Сол кісілердің мысалы әлі күнге дейін хаттары өлмейді дейді. Неге айтамыз? Ол кісілер түп санадан шығып, сабырлы ғана болған кезде біз. Кез келген жерде сабырлы болайықшы. Қазақ бекер айтпаған ғой. Сабыр түбі сары алтын деп. Не үшін айтқан? Біз сабырлы болған кезде ғана өзіміздің түп санамыздан зияткерлігіміз арқылы саналы. То есть жаратушыдан келетін энергия бар ғой. Соған ие бола аламыз. Ал ол жаратушыдан тек қана жақсы энергия келеді. Да, жын деген тема бар ма?
Жаңа ол бірақ сөзбен айттым ғой, жын деген ол қан бар жерде жын бар дедіңіз. Қан бар жерде жын бар. Иә, сол зерттеп, қорғану, сақтау деген сияқтылармен айналысып. Қорғанып сақтаудың әртүрлі жолдары бар. Сөйтсайша. Біз бұл өмірге келген кезде, мысалы, бізде діннің адамдары отыр мына жерде, психологтар отыр, бәрілердің әрбіреуінің мысалы бар жері бар. Әркімнің өзінің шындығы бар, айтып жатқанын мойындаймын, бірақ ақиқат жалғыз ғой. Ақиқат жалғыз. Ал ақиқатында біз неге ұмтылуымыз керек? Біз ақиқатында өзіміздің санамызды дамытуға. Жын бар деген адамға бар, жоқ деген адамға жоқ. Болды. Бағана бір әңгіме айтылып қалды. Жаңағы аталарымыз, бабаларымыз бәрі әруақты кісілер, әулілер болған, қазір мынадай әңгіме айтса, тура солардың бәрі босқа айтқан сияқты. Жоқ, ол мүлде басқа. Бір нәрсеге бір нәрсені шатыстыра берудің, атыстыра берудің керегі жоқ. Зиярат деген өте пайдалы дүние. Зиярат исламда мандуб істеді, жағымды деген категорияға қолданады. Ислам құптайды. Пайғамбарымыз рұқсат еткен нәрсе, пайғамбарымыз оның бүкіл әдептерін көрсеткен. Бірақ ол әдептерін сақтамаса, дұрыс болмай қалады. Әдептерін сақтаса, зиярат мандуб істің қатарына жатады. Ол бағышталған Құран өліге де сауабы тиеді, тіріге де оның жасаған нәрсесінің сауабы тиеді. Және ол өліге арнап жасалған берілген садақа болсын, тағы басқа не нәрсе жақсылық жасалса, соның бәрі екі тарапты да сауапты болады. Бұл бөлек нәрсе. Енді әулиелер, басқалар, олар қарап жүрген адамдар емес, мәшһүр Жүсіп, нағыз әулие деңгейіндегі адам, өлген соңда денесі шірімеген адам, немесе басқада үлкен абыздарымыз біздің кешегі осы заманның бәрін айтып кеткен мөңке билер болсын, барлық түсі Абылайдың түсін жорған бұхар жыраулар болсын, бұлар өздерінің тақуалық деңгейінде, тазалық деңгейінде, әулиелік, рухани биіктікте өмір сүрген адамдар, рухани деңгейге жеткендер. Адам дүниеден өткенге дейін сауап жинайды, дүниеден өткен сәттен бастап оның амал дәптері тоқталады, жабылады деді ғой. Оның деңгейі ешқашан түспейді. Бұл дүниеде сондай рух деңгейінде, тақуалық деңгейде өмір сүрген адам сол деңгейінде қалады. Өлді екен деп оның барлығы жоғалып кетпейді. Сондықтан олардың қабілет қасиеті мол екені, көп нәрсені тауып айтқанын белгілі. Бұл жерде тазалық болды, тақуалық болды, шынайы ілім болды. Біздің қазақ даласында да терең дамыған шынайы ілім. Өтірік нәрсе емес, аннан-мындан оқып алған нәрсе емес. Енді ары қарай айтайын. Енді ол кісілерде қалай айтып кетті? Көріпкелдік басқамен. Өйткені екі түрлі айқын нәрсе бар. Біріншісі, бұхар жырау неге Абылайдың түсін жорыды? Өйткені түс деген Алланың айқын аяндарының бірі. Әрине түс үш түрлі болады, рахмани, шайтани, қиялли деген болады. Бірақ адам, жоруын білген адам, анау үлкен деңгейдегі адам неғұрлым өзде таза болса, өзінің болмысы тақуалыққа жақын болса, оның түстері, аян түстері, рахмани түстерді көбірек көреді. Абылай хан рахмани түс көргенден рахмани тұрғанын жорып берді. Сол секілді, бұхар жырауда қарасаңыз да, немесе мәшһүр Жүсіпті қарасаңыз да, олардың барлығы да бұл ойнап айтып отырған жоқ. Олар рұқсатпен айтылған. Кейбір нәрседе тұспалдап айтты, кейбір нәрседе рұқсатпен ғана айтты. Отырағап көріпкелдік жасаған жоқ, палашқан жоқ. Шақырады ғой. Балам, басыма келіп шырақ жақ деп. Кім ол? Пайғамбарымыздың айтатыны бар ғой. Иә, пайғамбарымыз анықтап айтып кетеді бұны. Менен басқа барлық адамдардың бейнесіне шайтан ене алады деді. Барлық адамдардың бейнесіне. Шайтан ғой да? Мені ғана көрген адам, ол мені айқын өңінде де көргені дейді. Бірақ соның өзінде де ғұламалар айтады, сақтық үшін пайғамбарымызды түсінде көрдім деп ойлаған адам, сондай бір түйсік келеді ғой. Алдымен анау пайғамбарымыздың бейнесімен салыстырсын дейді. Жазылып қойылған, қатталып қойған бейнесі бар ғой. Тіршіліктегі болмысы бар, сөзі бәрі келеді ма? Сөйтіп барып оған сену керек дейді. Енді шырақ жағу деген шариғатта жоқ, енді шындығын айту керек. Сондықтан түсті жорғанда не істеу керек? Түсті жорған кезде ең алдымен сол түсті көрушінің өзі қандай адам? Таза, тақуа, ілімді, білімді адам ба? Рахмани түс алатындай дегенде ғой. Екіншіден, анау түсте көрілген бейненің айтып тұрған не? Шариғатқа жанасымды ма? Қайшы ма? Шариғатқа қайшы болса, ешқашан алма деді. Шайтан әулінің де бейнесіне енеді деді. Шариғатқа қайшы емес болса, мысалға айтуы мүмкін, әй балам, шырағым, намаз оқы, басыңды сәждеге қоятын кезің жетті ғой деп. Онда ол дұрыс, шариғатты құптайтын нәрсе, тазалықтың жолы дұрыс, ешкімнің ала жібін аттама, немесе анау пәленшен алған қарызыңды қайтар деген сияқты болып жатса, зар жылаттың ғой пәлен уақыттан бері деп. Немесе біреудің қызын зар жылатпа деген сөзді мен тура осындай аян естіген адам көргем. Міне бұлар шынайы нәрселер. Бұл жер шынайы. Ал енді жаңағы секілді. Басына келіп түне дейді мысалы. Енді ол нәрселер қарау керек. Дұрыс емес ол. Басына келіп түне. Осыған қарайықшы. Үйде отырып та әруақтарға, әлілерге Құран бағыштап отырсаң, бәрі тиет дейді. Пайғамбарымыз солай бәрін айтып жөйлеп кеткен. Үйде отырып, мысалға, қандай да бір мал сойып, бір Алланың атымен атап мал сойып, бірақ осының сауабын, осын таратқаннан болған сауапты әулиеге бағыштадым десеңде тиет деді. Басына бару шарт емес. Бірақ біздің адамдар енді әулие, оның айналасында жағында энергия болады. Ол ана жаңа айтқандай өлгеннен кейін де оның несі тоқталған жоқ қой деген ниетпен барады. Жанасын жақсы энергиямен алғысы келеді. Бұл қарапайым нәрсе. Оны ислам құптайды. Зиярат деген нәрсені ислам құптайды. Тәуәссүл деген нәрсені ислам құптайды. Қазір мен тәуәссүлді айтсам,
ұзақ жыр болады да бұл. Әулиелердің шарапаты деген сияқты нәрсені құптайды ислам. Енді дуа екі түрлі жасалады. Ол ислам ғұламаларының бәрі айтып, зерттеп, жазып қойған дүние. Аспаннан алып отырған жоқпыз. Екі түрлі жасалады. Біріншісі сиқыр сөздер арқылы, қарапайым магиялық сөздер арқылы. Сонау Вавилон жеріне Бабылға түскен Харут Марут екі періштеден о баста адамдар үйренді ғой. Әйел мен еркектің арасын ажырататын дуаларды. Солар сөздер болатын. Ол жерге жын байланған ештеңесі де жоқ. Періштелер айтып үйретті. Біз сынақ үшін жіберілгенбіз. Сендер күпірлік қылмаңдар деп. Олар жоқ деп айта алмайтын, білген нәрсесін жаза алмайтын, солай болды. Кейінірек Сүлеймен пайғамбардың кезінде де бұл да айқын бар дүниелер. Пайғамбардың кезінде пайғамбарға түскен Забур кітаптарының арасына жындар, шайтандар әдейі дуа сөздерін жазды. Адамдар үйренсін, қолдансын, бірін-бірі азғырсын, бұзсын деп. Сол кейінірек ол кітаптардың барлығы суға тасталды делінеді, бірақ адамдар жаттап ала қойды, таратты бір-біріне, үлгерді да үлгеріп кетті. Сондықтан үлкен бөлігі дуаның тек қана сиқыр сөздермен жасалады. Үлкен бөлігі. Әсіресе ішкізілетін дуа өте көп жағдайда солай, себілетін дуа, жаңағы нелермен болсын, топырақтармен сөйіп кету, инеге шаншып жасау, басқа қылу, байлап түйіп жасау, бұл жолды байлау үшін тек қана сөзбен жасалады. Ол жерге жынның түк қатысы жоқ. Ал енді болады. Өте бір қатыгез дуа кештері болады. Өлімге жасалатын дуаның көпшілігіне жын араласады. Өлімге жасалатын. Осы жерде бірден айту керек. Енді адамды ақылдан алжастырып жібергісі келсе, жынды кіргізуге тырысады. Өлімге жасалатын дуада жаңа бүкіл органды бүлдіру үшін жынды кіргізуге тырысады. Бірақ оның бәрінде жын кіріп кетеді деп айтамаймыз. Кіре алатыны бар, кіре алмайтыны бар. Мықты адамға, тіні мықты адамға кірмейді. Одан кейін дуалардың салдарынан ауруға ұшырау, дуалардың салдарынан өлімге ұшырау көп болады. Қазіргі мысалға енді біздің алдымызға онсыз да дәрігерге қаралып, үміті үзілген адамдар келеді ғой. Сондайда қарасаңыз, 24 жасар инсультпен келген қыз бар. 24 жасар. Енді онлайнда қарағанның өзіне белгілі. Ешқандай да ауру болатын негізі жоқ. Табиғи, органикалық себебі жоқ та, сап-сау шауып жүрген қыз аяқ астынан инсульт алады, құлайды. Ал енді біз соған дем салып отырғанда не болып жатыр? Ана қыздың өзінен өзі жүрегі қысылып, бүкіл нәрселері көтеріліп жатыр. Кәдімгідей құсып жатыр. Ол ішкізілген дуа. Құсқан белгісі, ішкізілген дуаның белгісі. Көтеріліп шыққаны, бұл ауру сол сәтте жүрегінің қысқаны, дем салып жатқан кезде тек қана дуамен болған аурулар қозады. Органикалық, физиологиялық аурулар қозбайды. Керісінше тынышталып қалады. Бүйрегің суықтағаннан ауырып жүрген болса, дем салғанда ол қозбайды ешқашан. Сол секілді, мысалға, осы ішкізілген дуада өте көп магиялық сөздер қолданылады. Жаңағы айтқандай тасталатын дуаларда қолданылады. Жынның кіргізуі көбіне жаңағы екі ұғымда қолданылады. Сондықтан дуа болса болды, бәрі жын деудің керегі жоқ. Бір жақты қараудың керегі жоқ. Студиямызға Мадина ханым келіп отыр, жолдасымды дуалап алып кетті дейді. 5 жылдай, 6 жылдай тұрмыста болдым. Тұрмыста болған кезде күйеуім маршрут айдайтын. Маршрут айдап жүрген кезде қайта қоңырау шала береді қыздар. Сол кезде маршруттарды жүргізіп жүретін бір әйел пайда болды да. Сол қайта звондай береді. Оның атын Ая деп қойды. Ая деп қойған. Сол кісі қайта звондай береді. Біз қосылып, мен қосылам, ол үйге барып қайттан келін болып жүрген кезде ана әйел звондай береді да. Сосын біз солайынан ажырасып кеттік. Ол кісі бізге кедергі болды қайта. Ол кісі күйеуінен ажырасты, мен байымнан күйеуінен ажырастым, екеуміз бір-бірімізден ажырастық. Дуалағанын қайдан білдіңіз сонда? Дуалағанын ол кісі білмеймін, маған қайта қосылам дейді, болмаса ан жаққа қарай кетіп қала береді да. Кетіп қала береді әр болып жүрді, екі ортада біз Қызылордада неде тұрдық, квартирада тұрған кезде ол кісі дуа жасалды деуге бола ма? Бір-екі анықтауыш сөздер айтсам бола ма? Сосын сізде ойды толықтыратын шығарсыз деп ойлаймын. Дуа жасалғанда қандай симптомдар, белгілер байқалады? Өзі дуа деген нәрсе тура кәдімгі дәрігер анализге қарап диагноз қояды ғой. Сол секілді дуада ол симптомдарға қарап қойыла салатын белгі. Оған көріпкеліктің керегі жоқ. Сондықтан мысалға дуа жасалған кезде қандай болады? Жақсы көріп жүрген күйеуіңіз нілдей бұзылады, және күйеуіңіз өзі айтады. Бір түрлі сыртта жүрсем саған келгім кеп асығып тұрам, үйге келсем жақындағым келмейді дейді. Сені көрсем жеркенем деп айтады. Жақындағым келеді, ол сен сағынып тұрам сыртта жүрсем дейді. Көрсем көргім келмей қалады. Жақындағым келмей қалады. Жоқ, ол кісі мен жақсы көрем деп айтады, маған келеді. Қосылайық, қайтадан қосылайық, ортада бала бар дейді. Содан кейін ана кісі звондай береді, әйел кісі. Сол кісі звондаған кезде ол сыртқа шығып кетіп, қайта сол кісімен сөйлеседі. Бірақ мен қасымда тұрады. Сол кісі қайта ана әйел звондаған сайын ол кісіге қарай кетіп қала береді ғой. Ол кісі отбасын сақтағысы келеді екен да, жолдасыңыз. Неге ана әйелді блоктап тастай салмайды? Неге телефонды өзгертпейді? Неге онымен байланысқа шығады ол? Ол жағын білмедім. Телефон өзгертпеді ғой. Телефон өзгертпеді, номерін өзгертпеді. Бірақ ана әйел қайта звондай береді. Сіз енді бұл дуа деп ойлайсыз деймін да?
Енді ол кісі мені жақсы көріп тұрады да, ана әйелге қарай тартып кете береді. Енді мына нәрсені айтайықшы. Осы жерде бірден айтайықшы, бізде көп деген қазақ әйелдері, жалпы әйел адамдар осылай шатысады. Әрине, кімге болса да өзінің сүйген жары, оны біреуге итеріп тастағысы келмейді. Ол ананы жақсы көреді деп мойындаудың өзі әйелге қорлық былай қарағанда. Ол өте жаман нәрсе. Соны жақсы көріп қалды деп. Ал бірақ нәпсі деген ұғым бар. Шынымен анау енді ойнасып оттандастық дейді, шынын айту керек. Шынымен оған деген нәпсі бар шығар, қалауы бар шығар. Айта қойыңыз. Мен негізі ауылда тұрдым. Ауылда тұрған кезде жолдасым Қызылордада, ол қарапайым жұмыскер. Сол кезде маршрут айдап жүрген кезде мені ауылға тастап кететін. Ауылда тұрдық, солайынан жүрдік. Екі жақта жүрдіңіз, иә? Иә, күйеуім сағындым деп несеңізде мен неге қалаға қарай жолға шығам. Жолға шыққан кезде екеуміздің ара қатынасымыз былай не? Міне жерде бар ғой. Ол кісі жаңа мына кісінің айтып жатқаны, үйде отырсам ұрса берем, далаға шықсам сағынам деген, ол үйдің істелген дуасы болады. А үйде дуасы десе, екі адам бір-біріне агрессия болады, сыртқа шықса жақсы болады. А еркек адамның өзіне дуасы істелсе, мысалы, сен күйеуің өзіне дуасы. Күйеуің, сен ешқандай агрессия сенде болмайды да, ол кісінің өзі түнде ұйықтағанда, мысалы, бастырылу, шошыну болады, ашушаң болады, аяқ қол жұмысқа бармайды, депрессия болады да кәдімгі да. Егер депрессия болмай, кәдімгі спокойно саған келіп, қасында жатып спокойно тұрып кет, аяққа барып кетіп жүрсе, ол дуа емес, ол колдовность та кәдімгі. Анаған барды, бауыр басып қалды, кете алмай қалды. Сіз айтып қазір осында не болып жатқанын? Сіз мына кісіні көріп отырсыз ғой көз алдыңызда? Бұл кісінің ешқандай ұйқыдан мазасы жоқ. Мен ұйқы жақсы, дұрыс па? Ұйқысы жақсы ғой. Біреу тұрмайды ғой енді бұл кезде қазір. Білмейді ғой. Қазір ұйқы жақсарған шығар енді. Былай, мына кісілер мен ешқандай бір дуа бар деп айта алмаймын, сөзі шыны керек. Нәрсе қойсаңыз. Сонда өзінің қалауы болып отыр. Дуа жоқ дейді. Жоқ деп жатыр дуа. Вдруг дуа болса фотода не өзі қалай білесіз? 6 секунд. Мәселе жын деп соған мәселе кеттік қой, мысалы сіздердікі қарапайым семьядағы қарым-қатынас. Біздер адам баласы неден қашқақтаймыз? Біз жауапкершіліктен қашқақтаймыз да, бізге ойбай пәленбайдың тілі тиіп кетіпті, көзі өтіп кетіпті, қолым болмай қалды, жұмысым істелмей жатыр деп неге айтамыз? Өйткені тек қана жауапкершілікті өзіңнен емес, басқа біреуге итере салғаннан. Менің әжем бүйтіп айтушы еді. Сен енді көпшіліктің алдында көп жүресің дейді. Шынымен де менің алтындарым қарайып кететін. Дәл қазір мысал ретінде мен өзімнің жүзігімді шешіп, бетіме басқан кезде көз болса қара сызық сызылады дейді. Қазір тексеріп көрейікші. Жоқ, ол ондай деп айта алмаймын мен. Мен басқаша жол айтсам бола ма? Ылғи да солай. Қара сызықтың болу-болмауы шарт емес, бірақ бір нәрсе бар. Адамның энергиясы ұратыны рас. Мен мысалға 8 жасымнан сахнада жүрген адаммын, 8 мың адам алдында 8 жасымда мен бір өлең оқығаным бар. Сол кезде, ол кезде көзмоншақ деген болатын еді, қара ақ. Соны анау ақтары қап-қара болып кететін. Содан білетінбіз. Көптеген сіз айтқандай жүзіктердің қараятыны рас, көздері тарс үзіліп түсетіні рас, қараптан қарап сырғаңыз үзіліп түседі, көздері шытынайды, әдетте кетеді. Адам тілі тас жарады, тас жармаса бас жарады бекер айтпайды. Бұл энергия, тіл көз, тіл сұқ деп бекер айтпайды ғой. Бұл жаман энергия. Жаман энергия жаңа айтқандай қарайтуы мүмкін. Егер шынымен қарайтса, әрине былай сызған кезде мынадағы қара сызық байқалады. Ол бесіңізден сызық шықпайды. Мынадағы қара энергия түсуі мүмкін. Ал кейде ол қарайтпау мүмкін. Ол кейде сындыру мүмкін жай ғана. Әр кезде әртүрлі көрініс табады. Тіл көзін егер тек осы мәселеде болса, осымен тоқтатақта мен ойымды түйіндей салайын. Сол сияқты тіл көздің түске де байланысты болады, осылай іске де байланысты себептері болады. Дуада да солай. 5 нәрсені біз факторды қатар қараймыз. Біреуі денсаулықтағы белгісі, одан кейінгісі психикадағы белгісі, адами қарым-қатынас, одан кейінгі жұмыстағы белгісі, одан кейін тұрмыстағы белгісі, сосын қаржы мәселесінде. Қаржы мәселесінде де көз тию басқаша көрініс табады, дуа басқаша көрініс табады. Дуа деген опырып кетеді, ойламаған ірі шығындар, ойламаған жерден үйінен айырылады, машинасынан айырылады. Былай қарасаңыз олай болу мүмкін емес, логикасы жоқ та. Ауыр шығындар әкеледі. Ал көз тию болса ұсақ түйек қайда кеткені белгісіз берекесіздікке алып келеді. Сондықтан көз тию жан жақты. Жын да тура сол секілді. Мана айтқандай жанасуы бөлек, ектеуі бөлек, кіруі бөлек. Әр қайсының симптомдар бар. Бұл үлкен ілім. Мына түйін ұстады, тамырды жын байлап алды, мынаны жын байлап алды. Бірақ адамда депрессия деген бар. Депрессия болған адамда, мысалы, ол дуадан бола ма, басқа лас энергетика, даже көзден де депрессия болып кетеді. Оның бәрі лас энергетика. Депрессия болғанда адамда міндетті түрде мойын шаншиды, мысалы, мына көкіректің астынан шаншу өтеді. Дегенде мінерден дем жетпей тұрады, зоб сияқты пайда болады. Бүйректен сыздап, мынау қуыққа дейін сыздайды, сердоличный нерв ұстайды мысалды. Депрессияда адам иммунитет әлсірейді, одан онкологический шығады, преартрит, артрит, бәрі содан шығады да мысалды. Сол себепті мына айтып отқан сол, бірақ оға жерге не? О жерге жынды кіргізіп тұрды да, жын байлап жатыр дейді да бәрінде.
Біз жын емес, ол медицинада да бар зат та, ол былай қарап отырсаң. Сол себепті осындайларды мен айтып жатқаным ағам, осы жастардың жаңа мешітке барып, жаңа имандардың бәрі осындай жын деп адамды улап жатқан, содан мен ашуым келеді да просто да. Онлайн емдейтін құмалақшылар туралы бір видео бар деп жатыр, қараймыз ба? Мені көріп отырған адам машинасын ба сатайын деп жүр, машинаңызды удачно сатасыз. Сосын жаңағы сол машинаны сатып, жаңа кішігірім қарызымнан құтылсам, сосын бір үлкен нәрсе өзіме алсам деп жүрген. Өзіңізге үлкен олжа келіп тұр. Құмалақты да Алла тағалам әруақ бабаларым құмалақты да сөйлетеді. Мені арты сүйінші болып тұр. Құдай қаласа құмалағым жақсы түсіп тұр. Шүкір. Сондықтан осы құмалақта, 41 құмалақта оңай әжемнің әруағы үшін осы құмалақта сөйлейді. Диас, мамам қашан Алматыға келеді дейді. Диаздың мамасы таяу арада Алматыға келеді екен. Диас, сіздің жауабын сұрағыңыз, мамам қашан Алматыға келеді дейді. Таяу арада келеді, осы жаңа жылдың алдында келеді, маңдайы ашық, уже босағаға түсіп тұр мамасы. Енді сөзім жалғастыра кетейін. Бұл енді онлайн ем басқа, құмалақ ашу басқа. Құмалақ ашу ғой енді. Ол басқа, бұл басқа. Онлайн ем денсаулыққа дем салу, емдеу. Бұл басқа. Сол себепті любой адам жаңағыдай лас энергетик болғанда... Сіздікі де енді осы ұқсас емес пе? Сіздікі оған өше ұқсас. Мен болашағы айтып, емдейсіз ғой енді. Мен просто ауырып тұрдым десе, қане ауырып қай жерің ауырыпты ұста. Дем салам, жазылып кетеді. Сөйтіп, сондай амалда мысалы. Қайда қалды? Сіз сонда емшісіз ба көріпкелсіз? Мен емші, көріпкел бәрін. Сол себепті. Анау көріпкелде болдым, онлайн емші болдым. Әзір қала-қалаға. Мыналар да көріпкел ғой. Бұл көріпкел. Емші емес бірақ, бұлар. Емші емес. Көріпкелде емес, емші емес. Құмалақшы дейді. Бірақ сала бар да, мысалы, емшінің бар ғой. Емшінің өзінің салалары. Болып тұру жаңа емшілігі, көріпкелдігінің өзі. Ана Диастың анасы қайтыс болған екен. Емшінің өзінің саласы бар. Емші нешеге бөлінеді? Мысалы, емшінің өзі сәуекел дейді, көріпкел дейді, құшнаш дейді, емші дейді, мысалы, бақсы, балгер, оның өз көпке бөлінеді, мысалы да. Түсініңіз ба? Сол әр қысқасы өмірде адамда проблема болады, проблема шешкісі келеді. Жеңіл жолмен және тез шешкісі келеді. Мына финансы пирамида тоже тез байықсы келеді адам. Қазір бизнес үйрететін тренинг тоже көп, тез байықсы келеді. Адам былай айтқанда аудитория көп. Оны реттейтін құрылғы қазіргі уақытта инструмент Инстаграм болып отыр, өкінішке орай бізде қазір. Сондықтан да енді мен жеке пікірім, мен енді дін ғылымын оқыдым, ғылыми диссертация қорғадық, кітап жаздық дегенде, Айнұр әріптесіміз бар, ағамыз бар. Енді сөздің ашығы халыққа, мен қиналсам, мына кісіге бармас едім. Ғылыми тұрғыда. Мен бара медициналық тұрғыда қаралам, болмаса, енді исламдық бағытта болса, мешітке барып дем салатын адамнан кәдімгі ақылды, толыққанды және өз-өзіңге жауапкершілікпен барып, проблеманы салауатты қарап отырып, жауапкершілікпен шеше білу керек та. Инстаграмға 200 теңге салып жіберіп, суф дегенде пух болды. Оның бәрі былай айтқанда шоу ғой. Омар мырза өзін көріпкелмін дейді, емшімін дейді. Бұл кісі сонда жындармен тікелей жұмыс жасайды ма? Қалай өзі? Жоқ, бұл кісі өзі айтып отыр ғой, жынмен жұмысым жоқ деді ғой. Жұмысым жоқ деді. Бірақ жаңағы көріпкелдік деген бұл кісі арғы жағын айтпай кетті енді. Практикасы қалай біліп тұрасыз деп сіздер әбден сұрадыңыздар ғой. Оны айтпады ғой. Егер менің құлағыма сыбырлап тұрады десе, онда айтар екен, бұл жынның әңгімесі деп. Мен сізге айтып кеттім отеман. Құлағыма аталарым айтады, және бағана айтында, құлағыма аталарым айтады, аталарым өйтеді деген. Оның екі иығында екі ақшайтан болады. Дұрыс, ал енді өзіңіз ол салада жүргендер әуле арылатып кетеді деп. Омеке, өзіңіз айтыңызшы, өзіңіз. Мен өзім, кім айтады сізге? Әлде өзіңіз біліп қаласыз? Мен өзім сезінем. Көзіне қарап отырып. Көзіне қарап сезінем, ойыма түседі. Мысалы айтам, уже пәлен жылдан бері оқшина уже смело ажырата бересің. Жауап берейік, былай да. Емшілік деген нәрсе, жаңағы айтқанда бірі сүф десең бәрі кетеді деген өтірік, ол олай емес. Әр ауру өзінің диагнозына қарай оқылады. Балаға салынатын дем басқа, сәбиге салынатын басқа, 7 жасқа дейінгі дем басқа, 13 жасқа дейінгі дем басқа, 13 пен 18-дің арасында салынатын дем басқа, ересек адамға салынатын дем басқа. Әрине, тұтастай алғанда оқылатын аяттар бір-бірімен келеді. Кішкентайларға азғана аят сүрелер оқылады, үлкендерге көбірек басқа. Ересек адамдарға жын болсын, тіл болсын, көз болсын, негізінен алғанда белгілі бір тек шипа аяттар, шипа сүрелер оқылады. Бірақ енді жынмен айналысатын адамдар олар өте көп қосымша аяттар, қосымша сүрелер оқиды. Ол ауыр дүние. Енді қараңыз.
жаңа айтқандай бір сүф десем болып жазылып кетеді дегеннің бәрі өтірік. Ондай адамдарға барудың керек жоқ. Өйткені дуа сізге ұзақ жасалған процесс па, оны қайтару үшін ұзақ оқу керек. Баяғы ескілікті молдаларымыз, әжелеріміз біздің сағаттап отырып оқитын. Біздің әжелеріміз де менің нағашы атам, жаңа Бегімбет әулие атанған кісі, ол кісі енді анау көшеде таудың арасына кетіп қалған, жын қуып кеткен адамдарды оқып отырып ілімінің күшімен, таза Құранның күшімен шаңырақтан алдына түсіріп, одан соң ананы ішкен жеген құсқызып, ешкімді жұмсап әуре болмайды. Есін жинатып, толық қалпына келтіріп шығарып салатын болған. Әжелерімізде біздің тоқтаусыз шілә оқыған үлкен дәулескер имам нелер болғанда, әйел адамдар ше. Тоқтат, аяқтап жіберейінші, ойымды аяқтайын Құдай ақы. Одан соң, енді Құдай ақы деген тамаша сөз. Аллах хақы, Алланың хақысы үшін деген сөзді. Алланың хақысы үшін шындық айтылсын мына жерде. Сонымен, сол кісілер еріккеннен сағаттап оқыған жоқ. Өтіріктен өтірік адамды алдау үшін оқыған жоқ. Немесе күш қуаты асып тастағандықтан оқыған жоқ. Әр аурудың шығуының өзінің мөлшері болады. Мысалы, адам әртүрлі. Бір адамдар бірінші күн кемі 1 сағат оқылу деген біздің әжелерімізден, аталарымыздан келе жатқан нәрсе. Біріншіден, кейде былай болады. Адамның әбден жаңа дуадан басқадан сезімталдық қабілеттері бәрі жабылады, алғаш күн оқығанда онша көп сезінбейді. Бірақ дем салған адам қатты қиналды, өйткені ол онымен энергетикалық байланысты. Одан соң емші болған адам жаңағы қолма-қол сезім басқа бар. Екінші күні қозғалып көтеріле бастайды. Тоқтаусыз жаңа есіне көзден жас ағу, кекіру, құсу, тағы басқа неше түрлі симптомдар, кәдімгі денесіне бірдеңені көретін жағдайлар болады дегенде. Екінші күні, үшінші күні сосын байырқалап, басылап, ол бітті деген сөз. Мәресіне жетті деген сөз. Кейбір адамдардікі өте ауыр болады. 5 күн, 7 күн, күніне 1 сағаттан оқуға тура келеді. Енді шамасы жеткен адам 1,5-2 сағатқа дейін оқи алады. Біздің әжелеріміз, мен осы практикадан бір ғана нәрсені айтып кетейін, дем салу өте ауыр процесс, оған екінің бірінің біріншіден ілімі жетпейді, екіншіден қуаты жетпейді. Бұл жерде 3 түрлі нәрсе қатар болу керек. Біріншіден ілімі болу керек, таза Құранды игерген адам. Екіншіден оның рухани қуаты болу керек. Бұл әдетте көп жағдайда ата-бабалардан келе жатқан емшілік қабілеті бар адамдардың генінде де сондай микроэлементтер болады ғой, былайша айтқанда. Сол нәрсе болу керек. Үшіншіден тақуалық, тазалық болу керек. Адам жан дүниесі болмыс таза болмаса, оған рухани қуат келмейді. Сонда жаңа тәжірибені айтайын деп отырған біздің әжелеріміз сағаттап тұрып дем салған кезде келіндеріне айтады екен, сүт пісірім уақыттан кейін майды ертіп әкел, сары майды деп. Сол ертілген сары майды ішіп отырып салады. Неге? Ішекке дейін майлану керек, тамақ майлану керек. Біз өзіміз мысалға сағаттап, мен 2 сағаттап оқитын кездерім болады. Ауыр күрделі жағдайларда сағаттап тұрып оқығанда бірінші тамақ қорғайды. Күштің барлығы ішектен, дауыс ішектен шығады. Құран ішектен бастап мына бүкіл диафрагма ағзаны алып өтеді. Сондықтан ішекті қуаттандыру үшін біздің әжелеріміз солай істеген екен. Шилияда түсірген о кісілер, басқан да жасаған аталарымыз жын қумен айналысқан. Сондықтан біз жалпы тәжірибені айтсақ, тек қана оқып алған нәрсе емес. Ата-бабамыздан келе жатқан, көзіміз көрген, аналарымыз жасаған, әкелеріміз жасаған да жол бар да. Осының бәрі қатар жүрген кезде түбегейлі толыққанды емшілік болады. Үшеуін ұмытпасын. Мен халыққа сол нәрсені айтамын. Ағайындар, кім көрінгенге бармаңыздар. Біріншіден толыққанды ислами ілімі болсын ол адамның. Екіншіден жаңа тақуалық, тазалығы болсын. Үшіншіден мықты рухани қуаты болу керек. Өзінен басқаға шамасы жетпей отырған адам не айтып, не қойған білмей, ол адам сізді қайдан емдейді? Осы қарындасым, сіздің туған күніңіз 1-і, 10-і, 19-і, 28 емес пе? Ешқайсысына да келмеді. Аға, нумерологияға ешқашан сенбеймін, оны исламда жол көрмейді. Өйткені сен мына жерде көпшілік халыққа қарнап сөйлеп отырсың. Менікі ғана дұрыс, менікі ғана дұрыс деп отырсың. Жоқ, мен исламдікі дұрыс деп отырмын. Байқалып қалды. Діндікі дұрыс, исламдікі дұрыс деп отырмын. Жарайды. Ғылым дегенменен ілім, білім, ғылымды біз ажырата білуіміз керек. Бұл Сөтсай деген ғылым жаңадан өмірге келген 21 ғасырдың психологиясы мен философиясы дейді. Жарайды, ешкім, мен өзімнің ойымды айтам, әркімнің мысалы бойындағы ойын өзі бір шешсін. Ақылдына салып, зердесіне салып. Неге сұрадым дейсің, мына жігітті мен жаңа шақырған кезде гримеркаға кіріп қалдық қой. Шынын айтсам танымайды екен. Туған күнін сұрай салдым, айтып берді, дүңкілдетіп. Расымен, сосын кейін мен айттым, мен сен шешеңің осындай күн бе едім, онысын айттым. Мен айттым, мен сенің ата-бабаларыңда бар. Ата-бабаларынан келе жатқан емшілік бойында қасиеті бар жігіт енді. Көрініп, санға неге сенбейміз дейді. Алла тағала, мысалы, бүкіл жаратушы деп айтайық, жаратушы дейді, бүкіл әлем жаратушымыздың сандары мен өрнектеген бейнесі дейді. Оны мен айтып отырғам жоқ. Оны Галилей айтып отыр. Әрбір жаңағы туған күн дейді, туған күн деген адам баласының жан дүниесінің құпия кілті. Құрманғазы мырза, мен сізге өзімнің туған күнімді айтайын. Менің сандарым не дейді екен, соны айтып беріңізші. Айтасылай. 27-сі 08-і 1990 жыл. Ой, сен 90 жылсың ба? Жанна Даркты білесің ғой?
Сенің энергияң тек қана жеңіске бағытталған ғой. Адамзат баласына сен кіршіксіз, не дейді, қызмет жасасын, көрсете бересің. Несіз, талдаусыз. Көмек жасайсың да сол адамнан сен не күтіп тұрасың ғой? Рахмет айтпайды деп. Рахмет айтпайған кезде іштей өзіңді өзің жеп жібересің. 20 адамның тағдыры 20 түрлі. Біреуі түрмеде жатыр, біреуі депутат, біреуі шофер, біреуі бич, бомж, 20 түрлі. Әкеп жаңағы адамға бергенде жауабы бір ғана направление. Сен Әбу Насыр Әл-Фараби секілді данышпан осындай боласың. Айналайын, 20 адам тағдыры 20 түрлі. Сондықтан бұл 6 миллиард халықтың тағдырын 9 цифрға байлауға болмайды. Болмайды дегенде қабылдау қиын ғой, ақылдық тұрғыда. Біздің дініміз айтты ғой, кім осы дұғалаумен, осы біреуге бір жамандық істеумен айналысса, ол дінден шығады. Себебі әрине бұл ғылым бар, бірақ бұны біздің дініміз тыйым салған. Және көз тіл бәріміз сақтануымыз керек. Қазір көз тіл көралмаушылықтан, қызғанудан, және туыстан да болады дейді ғой. Біреу сізді көріп, ниеті жақсы емес, сізді мақтап жатыр. Қандай әдемі қыз, тамаша, ақылды, парасатты, бірақ ептеп көралмаушылық бар. Сонда ол көз болады. Және пайғамбарымыз айтқандай жолдармен сақтануымыз керек, таза жүруіміз керек. Егер дәл осы айтылған нәрсені істесе адам, өте көп уақыты үнемделеді, өте көп ақшасы үнемделеді, өте көп ең басты нәрсе энергиясы, күш қуаты үнемделеді. Үнем айтам, ғылымның айтқанын істейікші, ғылыми дәлелденген нәрсемен жүрейікші. Дін деген ол тек қана діншілік сеніммен тұрмайды ғой. Дін дегеніңіз тұнып тұрған ғылым ғой. Ғылымның дәлелдеп шыққан қанша нәрсесі бар. Сондықтан мен адамдарға айтам, айналайындар, біздің алдымызға ең соңғы кезекте қиналып әбден жер болған адамдар деді ғой. Сіз өмірге мәңгілікке келген жоқсыз ғой деймін. Мәңгілікке келген жоқсыз ғой. 10 жылыңызды аффирмацияға, 10 жылыңызды медитацияға, 10 жылыңызды ана ілімге, 10 жылыңызды мынаған, 10 жылыңызды дуа кешке жұмсайтындай, сіз мәңгі өмірге келген жоқсыз ғой. Сіз сонда қашан өмір сүресіз деймін. Міне, айқын діннің белгілеп қойған, діннің аясында ғылымның белгілеп қойған нәрсесі бар. Ауруың бар ма, емдел, дуаң бар ма, дем салдыр деймін мен үнем. Алдымен дәрігерге бар, нақты ауруларыңды қарат, емдел, болды. Менен бір лайфхак болсын, көрермендерге. Шақтар бар ғой, өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Сіздегі мұда қоғамда бар ғой жаңағы шоу болып көрініп жүргендер осы бағытта. Бұрын өткен шақтағы 10 жыл, 15 жыл бұрынғы сол кезіндегі шоу болғандарды қараңыз, қазір кім олар? Қазір сахнада мүлдем жоқ. Біреу вахтабек, біреу охранник, тағы. Түсті. Арзан да өткен олар. Қазірді соны қараңыз, қазір сөйтіп жүргендер кім? Және осылар болашақ 10 жылдан кейін олардың сахнасы қайда болады? Той жаңаны қайталайды. Бұл жерде не? Ғылым, шынайы білім, бұл айтқанда квалификационный специалист дейді ғой. Біліктілігі болмаған маман ол уақытша, мода ғой, тренд. Уақыт өтеді, сахнадан түседі, басқа келеді. Сондықтан да дөйім қаражат қайтарымыз мәселе туындады ма, жауаптылықпен сезіне отырып, шешім қабылдауға шақырамыз. Рахмет. Неге бізге қорқат келуге? Себебі ойлайды, психиатрға келдік, диагноз қояды, шизофрения деп қояды да, больницаға жатып, жаңа міне гримеркада да естідім, бір дәріні бәріне береді да, овышқып шығарады дегендей. Ол дұрыс емес, қазір олай емес. Сондықтан мамандыққа жүгіну, психиатр дәрігерге қаралу, қорқпау керек адам. Келіп, егер шағымдары болса, айтып, біз бір 5-10 минуттың ішінде диагноз қоймаймыз. Емдемейміз. Оған да өзінің бір этаптар болады, обследованиялар болады. Сондықтан міне жаңағы бүгінгі тақырыпқа келер болсақ, соны айтқым келіп отыр. Бәрі бірге жүреді. Емді бірге жүреді. Народная, традиционная народная медицина дегенді деп айтқанда. Сондықтан бізге де келіп, маман ретінде квалифицированный көмек алып отыруға қорқпау керек. Менің айтар сөзім, неге мен дінге ешқандай қарсылығым жоқ, мен басқа қарсылығым. Просто менің көкейімде тесіп бара жатқан, мынау көрдіңіз ғой, ана мысалы жас жігіт отыр, ана организм бәрі жынға байланысты. Сол себепті мына халықты жынмен улай бермей, мысалы, ең бір намаз оқуға жын дей бермей, бір мәдени сөзбен уласа деп өте соны қалаймын да, мысалы. Жаратушы осы эфирде отырған жер бетіндегі әрбір адамзат баласы жаратушы иеміздің жаратқан бір жарық жұлдызы дейді. Әркімдеріңіз жұлдыздарыңыз жарық болсын, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Күнделікті өмірде пәленше қатты ауырып, жазылмай, сабыры сарқылған шақта Құран аяттарын оқытып дем салдырған екен.
қазір аяғынан тік тұрып шапқылап кетіп деген сөзді құлағымыз жиі шалып қалып жатса да, оған аса мән бермей өтіп кетеміз. Ауырмайтын жолды іздеу әрқайсымыздың міндетіміз. Басқа келген дерттің дауасын іздемеуде құптарлық іс емес. Қол қусырып отыруда шариғатта жөн саналмайды. Ал дуа мен сиқыр жасап, біреуге зиян келтірмекке тырысып жүргендерге айтарымыз, әр нәрсенің сұрауы бар. Қадам сізден, бағыт бізден болсын.